азғындық атаулысы 4К-ны түсіріп жатқан кезде неге уағыздарыңды 360 түсіресіңдер деп айтамын ғой. Айтып қояйын қазір. Менде барынша қазір айтайын, енді тыңдайтын адамдар болады шығар. Видеографтардан ақша аямау керек. Өйткені сен контент дамытатын солар. Бізде ақша аямыз, тегін түсіріп берсе екен, басқа қылса екен. Олай емес. Сен видеографқа қаншалықты көп ақша берсең, соншалықты оның креативі өсе береді, көбейе береді. Сол үшін Алла үшін жасап бер деген дұрыс қой, бірақ та сондай нәрсені көтеріп, кім шынымен де контентті дамытылады, сондай адамдарға көбірек фокусқа акцент қою керек, соларды дамытуға деген сияқты. Абылай, қош келіпсің. Қош көрдік. Көргеніме өте қуаныштымын. Мен де өте қатты қуаныштымын шақырғандарыңызға. Админ Анонның бүгінгі қонағы діни блогер, Нұр Мүбәрак университетінің магистранты Абылай Кенжалы. Мен алғаш рет сені TikTok-тан көрдім. Иә, мен үшін ол жаңалық болды. TikTok-тан біріншіден сондай контент көру, яғни діни контент көру, және оның үлкен сұранысқа ие болып жатқанын көру күтпеген жағдай болды да. Өйткені біз TikTok-тан басқа контентті көріп үйреніп қалдық қой. Не себепті TikTok және қалай басталды өзі? Ассалаумағалейкум. Жалпы TikTok-қа кірместен бұрын TikTok негізі хит болып жатты ғой. Әркім бір видео салады, Instagram видеоларын барлық TikTok-тан келіп жатыр деген нелер көп болды. TikTok-қа кіріп көрейін дедім. Ол кезде мен аккаунтым да жоқ. Сөйтіп кіріп көрдім. Кірсем ішінде енді азғындықта толы, бірақ жақсы пайдалы контенттер де өте көп екен да. Одан кейін қарап отырмын, басында ыңғайсыздау болды. Видео салсам қайтеді екен, ойлар болады. Бірақ қой, ат болар, TikTok деген біздің стереотип қалыптасып қалған ғой, тек қана азғындықтың жері, біреулер түк мағынасы билейтін жер, ән айтатын жер деген сияқты. Бірақ олай емес екен. TikTok-қа кірдік. Негізі бірінші себеп TikTok-қа кіруге бұл пайдалы контент беруден бұрын әр істі өз ісінің, яғни былайша айтқан кезде тым болмағанда диплом бар адам айтса жақсырақ болар еді. Өйткені TikTok-та діни блог түсіріп жүргендер болды, бірақ біріншіден олар діни оқу орнында оқымаған, екінші олардың рұқсаты да жоқ. Сосын айтып жатқан әңгімелері көбісі қисынға келмейді. Мен оларды бір сынау үшін де бір нәрсе ұсынуым керек қой. Сынасаң өзің ұсын дейді. Ана бар ғой, критикуешь, предлагай. Сол нәрсе сөйтіп кіріп көрдім. Алғашқы видеолар шықты TikTok-та. Енді бірден көтеріліп кетті ол. 100 мың, тіпті миллионға жеткен просмотрлар да бар TikTok-та. Енді қарасам, жас балалардың оның ішінде сұрақтары өте көп екен. Олардың барлығы имамға барып сұрақтарын қоя алмайды. Олар кішкентай жас балалар ғой негізі. Сөйтіп кіріп көрдім, сұрақтарына мейлінше жауап беруге тырысып жатырмын. Әрқайсысына комментке жауап бересің. Көбінесе байқағаным, енді TikTok-та жастардың ішінде проблема өте көп екен да. Аға, осындай болып жүр, ата-анам ұрса береді, не істесем болады, мен шаршап кеттім. Тіпті бір 10 шақты рет болған жар комментке әдейі байқап отырамын. Аға, мен өлгім келеді, не істесем болады деген комменттер өте көп та. Мен түсінбеймін да, ол кішкентай балалар қандай медианың құрбаны болып жатыр. Оларға кім қандай пропаганда жүргізіп жатыр, не көріп жатыр, не ішіп жатыр, ол неге кішкентай 14-15 жасар балалар аға, мен өлгім келеді, не істесем болады деген сұрақ қояды деп ойланамын да. Сөйтіп сондай бір сұрақтар, сондай бір сұраныстар TikTok-қа кіріп видео салу қатты түрткі болды да. Иә, басында TikTok-қа кіргенімді ешкімге айтқан да жоқпын. Туысқандар группаға жүріп жатыр, сені кішкентай үйдегі балалар көріп қалыпты ғой деп. Сөйтіп Instagram-ға айтуға ұяласың ғой, TikTok-қа кіріп жүрмін деп видео салуға. Сөйтіп басында видео салып жүрдім, кейін біле бастады Instagram-дағы оқырмандар. Instagram неге көрінбей кетті, TikTok-та жүргенсіз ғой деген сияқты әңгімелер болып жатыр. TikTok-қа не үшін жастардың ықпалы көбірек деген сұрақ бар да. Өйткені бұған бір жақсы жауап естідім. Адамдар дейді, Instagram-да жалған өміріне шаршаған дейді. Instagram-да барлығы тек әдемі киімдерін салады, әдемі ең мықты ойларын салады посттарын, одан кейін жаңағы қай жерде тамақ ішіп отыр, қандай кофе ішіп отыр, соның бәрін салады ғой. Бірақ TikTok-та бәрі шынайылы дейді. Мысалға, ауылда қой бағып жүрген балаң өзі көтеріліп кетіп жатыр. Үйінде қарапайым жерде видео переход жасап, сондай видеоблог түсіріп жүрген балалар да бар. TikTok бір балаларға қандай не ашып берді да, сен қандай жерде тұрсаң да, кім болсаң да, қандай болсаң да, сенің потенциалың бар. Яғни былайша айтқан кезде TikTok жас балалардың потенциалын ашып жатыр. Сол үшін жас балалар көбіне TikTok-та отыр. Оған сен тия алмайсың, өйткені Instagram қазір ондай емес та. Енді қазір TikTok-ты жамандайтындар өте көп. Азғын видеолар, тағы басқа деген сияқты, бірақ TikTok-та өзінің алгоритмі бар. Рекомендация дейді. Саған қандай видеоны сен до конца соңына дейін көрдің, қандай видео саған қызық, саған тек сол видеолар шығарып отырады да TikTok болды. Яғни сенің рекомендацияңа сені кім екенін білуге болады да, қандай видео қарайтыныңды. Саған қойылған диагноз дейсің. Саған қойылған диагноз ол TikTok-та рекомендацияң ғой. Нені көресің, кімді көресің, оның бәрін біледі алгоритмдар.
енді оны жамандаудан аса бір пайда жоқ сияқты. Өйткені жамандағаннан кейін жаңа айттық қой, бір аналог ұсынып беру керек. Міне сен осыны көрмесең, сен мынаны көр деген сияқты. TikTokта енді азғын контенттер ол өз дәуірі өтті. Қазір онша көрмейтін де сияқты мен байқап жүрмін, шықпайды мүлдем. Тіпті қазір стоматологтерде, химиктерде, физиктерде кәдімгі небір креативті видеолармен өздерінің яғни жақсы пайдалы контенттер ұсынып жатыр да. Мен оған өте қуаныштымын, өйткені біз қазір енді өкінішке орай сондай бір құрбан болып кеттік, клиптік мышление дейді ғой. Соның құрбаны болып кеттік. Қазір біз 1 минуттық, 5 минуттық видеоны өзін қарай алмаймыз. 15 секунд нормально. Бірақ кейін ол да азайып 5 секундқа болып қалатын шығар. Бірақ біз енді сондай құрбан болып кеттік. Тіпті бұл клиптік мышлениенің құрбаны өте қатты болып кеткен бір себебі біз тіпті қазір киноның өзін соңына дейін көре алмаймыз. Қандай кино көре аламыз? Жаңа ішінде склейка деймін, видеолар бір 10 секунд сайын ауысып тұратын бір кадрлар болады ғой. Мысалы Марвелдің киноларында түсінбей жатасың ғой, не болып кетті, маяқтан мынау шығады. Сондай видеоларды ми көре алады. Бірақ енді ми ол жерде оған саналы түрде бір мағына бере алмайды да, не болып жатыр өзі деген. Сөйтіп енді бұл өте қиын жағдай. Бірақ енді біз қиын жағдай деп өйтіп қалдырып қоймаймыз ғой. Қандай нәрсені қабылдай алады, сондай бір форматта бере алуымыз қажет та. Яғни қандай нәрседе пайдалы болуы мүмкін. Мысалға жаңа таныстырдым ғой, діни блогер деп сұрақ қою мүмкін. Бұл қандай, сақал жоқ, басында тақиясы жоқ, қандай діни блогер деп. Бірақ енді мен қазір тақия киіп отырсам, мені қабылдау кейбір адамдарға қиынырақ болады. Ой, мыналар әлі сөйлеп жатыр, тағы сөйлей береді екен деген сияқты. Бірақ мені қабылдау қалай жеңіл? Сол айтқан дұрысырақ та. Мысалы мен жастарға контент ұсынғаннан кейін жастар сияқты сөйлеуім керек, жастар сияқты жүруім керек. Олар нені көреді, мен соны көруім керек. Өйткені мен жастар мына жақта, мен мына жақта екеуміз екі түрлі әңгіме айтып жатсақ болмайды ғой. Сол үшін енді біздің де сіздің де мақсат пайда беру болғандықтан сондай бір оларға сай пайдалы контент жасау керек. Өйткені Ахмет Байтұрсынның бір соның жақсы сөзі болу керек. Айтады ғой, біздің енді қателігіміз әрбір адам өзіне тиесілі жүкті шегіне дейін апармай келесі ұрпаққа қалдырып кетеді дейді. Яғни біз оны келесі ұрпаққа қалдырып кетпейік. Дәл қазір қандай проблема болып жатыр, соны мейлінше шеше алуымызға тырысуымыз қажет деген оймен негізі TikTok бастап кеттім. Енді әлде де түсіруге тырысамын. Өткен TikTokта жаңа айттық қой, әр адам өзіне, яғни өзінің қалай айтсақ болады, бір саласына қатысты сөйлесе жақсырақ болар еді да. Өйткені пайғамбар хадисте бар да, адамның исламды жақсы тануы өзіне қатысы жоқтан бас тарту дейді. Яғни бұл жерде бұны түсіндірген ғалымдар өте көп та. Неге дейтін болсақ, адам белгілі бір шыңға жету үшін, я болмаса мемлекет мықты шекке жету үшін, жоғары дәрежеге әрбір адам өз саласы маманы болу керек та. Инженер басқаға араласпау керек, мына жұмысқа араласпау керек. Әркім тек өзіне тиісті салаға араласса, сол нәрседе мықты болса, міне сол кезде бір мемлекет мықты орнайды да шынымен де. Джеки Чанның жақсы сөзі бар ғой, великий болу, яғни ұлы болу қиын емес дейді, тек бір іспен ұзақ айналысу керек дейді. Болды. Сол нәрсе ғой, әркім тек өзінің саласында бір мықты соңына дейін бара алса, ол кезде шынымен де мықты бір не құрылады да. Енді сол айтқым келгені, жаңа айттық қой, енді клиптік мышлениенің құрбаны болып кеттік деп. Енді бізде айтады да көбінесе, сендер проблеманы айтасыңдар, шешпей кетіп қаласыңдар дейді. Бірақ енді айтып кетейік, енді оның құрбаны болмас үшін көбінесе енді әдебиет оқу керек екенін жастарға айтады. Әдеби кітап оқы. Өйткені қаншама зиялы әдеби кітап жазып кетті, не үшін жазып кетті деп ойлаймын соларды. Қазақ арманшыл болсын, мысалы визуализация дамысын, визуально елестете алсын, қиялшыл болсын деген мақсатта жазып кетті деп ойлаймын зиялыларымыз. Енді соны әдеби кітап оқыған кезде адам сәл бір клиповый мышлениенің несіне арылады да. Өйткені әдебиетте тарау бөлінбейді ғой. Мысалға сен бір кішкентай бір абзац қалдырып кетсең түсінбей қаласың не болды. Сол үшін қайтадан дұрыстап мән беріп зейін қойып оқығаннан кейін адам дами бастайды да. Содан тағы бар шешімі, енді бізге оңай шешім 2000 жылға дейінгі киноларды көру. Өйткені ода кадр көп ауыспайды да. Көркемдік жағынан да. Диалог ұзағырақ болады. Түсінуге тырысасың да. Сондай киноларды енді шынымен нәпсіге қиын, ол ауыр да адам өзіне. Бірақ соны көріп, амал жоқ сонымен тырысу керек. Өйткені Джеймс Мартин деген екі сөз бар, бір жақсы сөз бар. Адамдар екіге бөлінеді дейді қазіргі заманда. 1990 жылы айтып кеткен, 1990 жылы. Біреу клиптік мышлениенің құрбаны, және екіншісі кітап оқитындар дейді. Бұл екеуі. Ал клиптік мышлениенің құрбандарына кітап оқы деп айта алмайсың дейді. Оларға басқа бір формат ұсынасың. Мына кітап оқитын адамдар, олар онсыз да дамып әрі қарай кетіп жатыр дейді. Сол біздің мақсат осындай бір аз ғана нәрседен ұзағырақ өзіміздің фокусты әрірек ұстап тұратын нәрсеге тырысу. Бір Рая Далана деген бір зерттеушінің жақсы сөзі бар. Гормондар зерттеген адам ғой. Адам дейді да, күн сайын ұйқыдан тұрған кезде ода екі таңдау болады дейді. Күн сайын адамда сондай ми солай қалыптасқан дейді. Қысқа және біріншісі жылдам және аз, екіншісі ұзақ және көп дейді. Екі таңдау. Жылдам және аз деген қалай? Мысалға таңертең тұрып TikTok қараған, я болмаса бір Instagram лента ақтарған адамға оңай. Ол жылдам болатын рахат та, қазіргі рахат. Бірақ ол аз рахат. Сонымен бітіп қалдың рахаты. Ал ұзақ және көп деген қалай? Сен қазір таңертең тұрасың да кітап оқисың.
бірақ оның сен рахатын қазір көрмейсің. Бірақ кітаптың рахатын қашан көресің? Сен тұла бойыңа сіңген кезде, оны шынымен саған көмектесіп жатқан кезде, өзіңнің ортаңда сен дәрежеңнің өскенін білген кезде барып біле бастайсың. Бұның рахаты ұзақ та. Бірақ миға ана жеңілдеу рахатты алған әлдеқайда тиімдірек, оңайырақ та. Бұның тағы бір мысалға айтады, сенде қазір қолыңда 400 мың теңгедей ақша болсын дейді, $1000. Сен iPhone алуың мүмкін, 12-ші, я болмаса сен өзің бір тұлғалық даму курсына қатысуың мүмкін дейді. Мысалы кайдзен болады, майндмэп, кез келген бір курсқа қатыссаң болады. Бірақ қайсысы жеңілірек, қайсысы көп рахат береді дейді. iPhone әрине. Бірақ оны сен аласың, оның әр кетсе рахаты 1-2 аптадан кейін бітіп қалады. 3 күн ғой енді максималды. Басында алған кезде андай аккуратно қойып сөйтіп жүресің ғой, бір не істеп бетіңіз сызып алмайын, басқа болмайын деп. Пленкасын алмай біраз уақыт. Иә. Сөйтіп жүреміз ғой. Бірақ енді біздің негізгі болу керек мақсат жылдам және аздан ұзақ және көпке қарай өту. Соны енді жастарға мейлінше көбірек айтуға тырысамыз. Өйткені біз қазір тек өзіміз ойлауымыз мүмкін, бірақ біздің баламыз болған кезде, кейінгі ұрпақ болған кезде сен айтады да, сен уже 100 жылға ары қарай ойлана бастайсың дейді. Бірақ қазір сен олай ойланбауы мүмкін, бірақ сен балаң болған 100 жылға ары ойлана бастайсың. Өйткені мен ертең енді біз де сізде қаламаймыз ғой. Баламның біреуге сұрақ қойған, аға өлігін білетін не істесем болады деген сияқты. Ауыр сұрақ. Өте ауыр сұрақ қой. Оны көп болып жатыр да, соны құрбаны кеше мысалға ұбт-дан құлап қалып өз-өзін өлтіріп жатқан қарындастарымыз бар екен. Ол өте қиын жағдай. Енді сол үшін барынша енді қазір бір Илон Масктың жақсы сөзі бар. Аптасына 40 сағат жұмыс жасап, ешкімді әлемді өзгерткен емес дейді. Сол үшін енді барынша әлемде болмаса да бір өзіміздің бауырларға біз жауаптымыз ғой, қазақ балалар. Біз басқа орыстар үшін немесе басқа ұлттар үшін жауапты ғой. Біз бірінші ертең жауапты болатын нәрсеміз өзіміздің қатарластарымыз, өзіміздің іні қарындастарымызға жауапты боламыз. Сол үшін соған бір көбірек көңіл бөлсек әлдеқайда бір жақсырақ болатын еді. Сол үшін енді барынша бізге жақсы бір медиа аналог жасап беру біздің міндет. Өйткені мысалы қарайтын болсақ, енді байқаймыз ғой, ютубта қазақша пайдалы контенттер өте аз. Кәдімгі жоқтың қасы десек өте аз да. Мысалға көршілес орыстардың өзімізде Ян Топлес деген бар, мысалы Ресейде көп қой енді пайдалы блогтар, OptX бар. Мысалға американдықтардан Томас Франк, Эван Кармайкл, енді бүкіл мықты жасайтындар барлығы бүкіл ұлттарда бар, бірақ бізде аз да өте. Енді айтады да, мысалы мен енді біз сондай жоба жасауға ниеттіміз, бірақ енді біздегі жобаның негізгі мақсаты жаңағыдай пайдалы білім беру ғой. Бірақ біздің ойлап тұрған нәрсеміз пайдалы білімді тегін берсе жақсырақ болатын еді деймін да. Өйткені қазір енді жақсы мықты ақпараттар бар, мысалға тайм менеджмент курсы болсын, кайдзен болсын, жаңағы интернет карта, қарапайым Evernote пен Trello'ны қалай қолдану керектігін білмейді да көбісі. Соны үйрететін курстар бар, бірақ ол я ақылы болады, я ютубта профессионалды үйретпейді да оны. Бір орыстан бір басқа бір блогтардан аударылады, бірақ соны профессионалды түрде бере алатын адам тегін берсе жақсырақ болатын еді деймін да. Енді көбісі айтады да, мысалы қазір білім беретін платформалар саған оқырман жинап бермейді, сенің нең өзектілігің аз болады деген, бірақ олай емес. Сен бірін жасап көрсет, одан кейін болып жатай айтасың да. Өйткені адамның жалпы болмысында танымға деген, білімге деген махаббат бұрыннан бар. Яғни солай жаратылған адам танымға, білімге деген махаббат. Өйткені ең бірінші аяттың өзі оқы деп түседі ғой. Адамға білген жүрегіне жайылырақ та, мысалға айта алмайсың, OptX жаңа Ян Топлестердің миллионнан аса аудиториялар бар да өздерінің. Өйткені адамға қызық, жақсы ақпарат алған. Енді айтады да, мысалға не үшін адам жақсы ақпараттан ләззат алады дейді. Біз ол ақпаратты я Инстаграмнан, я оны жақсы пайдалы YouTube контентті алсақ болады да. Бірақ айтады да, не үшін бізге ақпарат алу тиімдірек, яғни жүрекке жағым десе, бізде ген бар ғой. Ол мыңдаған жылдар бойы ұмытылмайды ғой, память деген нәрсе генде ажырады. Сол айтады, бұрын біздің енді аталарымыз, арғы бабаларымыз мысалға бір жақсы ақпарат оларға өте құнды еді. Мысалға олардың басы ауырса, менің басымды қандай шөп емдейтінін білмейді олар мысалға. Бір жалбызды қайнатып ішу, ол күн сияқты күніге өмірлері олардың эксперимент, тәжірибе. Қалай дұрыс болады екен, жануарды қандай қару өлтірген дұрысырақ болады екен, қалай аң аулау тиімдірек болады, олар ақпарат күн сайын іздеді. Сөйтіп бұл ақпаратқа қанық болғаннан кейін олар рахаттанады, мә таптым мына жауабын деген. Бізде сол ген әлі сақталған да. Біз сондай бір Инстаграм ақтарған кезде, TikTok ақтарған кезде біздің ойымыз бір жақсы ақпарат алып қалатын шығар. Ми өзін ойлайды да, бұл шынымен пайдалы нәрсемен айналысып жатыр. Әрмен қарай бер деп ше. Өйткені адам деген енді қазіргі кезде өкінішке орай биород болуға сәл қана қалып тұрық қой. Біз көбіне сондай бір құрбан болып кеттік. Бізге нені қара дейді, соны қараймыз. Қалай біз құдды бір өзіміздің ықпалымызбен, өзіміздің қалауымызбен сияқты, бірақ көбінесе олай емес та. Біз сол жаман жаңалықтардың құрбаны, медианың құрбаны, күніне көретін 5000-ға жуық плакаттың, газет, журналдардың рекламалардың құрбаны болып кетіп жатырмыз. Біз оны өзіміз де байқай бермейміз, бірақ та мысалға қарапайым мысал айтайын.
рекламада шығатын бір ойындар бар ғой, бір адамдар жинап жүреді, теріп жүреді, бүйтіп көтеріліп кетеді. Ол шыға береді қайта ол адам қызық емес, логика жоқ ойын ғой, қарап тұрсақ. Сөйтіп 20-30 рет шыққаннан кейін мен өзім қарап сол ойынды ойнап отырмын да, білмей қалғанмын да қалай ойнап отырғанымды. Өйткені сен миыңа бір-екі рет сол нәрсені істе деп миыңа көрсете берші, болды, ол сен істейсің. Мысалы тіпті Жапонияда мындай нелер бар дейді, тегін су, бірақ қалай тегін береді, саған не тұрады осындай, сен 1 минут басасың, 1 минут күтесің дейді да, мысалға саған 1 минут мына реклама баннерге қарап тұрсаң болды, саған тегін су береміз, тек қана қарап тұр дейді да, өзің назарыңды, ол саған бір бәрібір көрінер, қарай берем ештеңе кетпейді, бірақ сен сол 1 минут қарағаннан кейін ол ми сақтайды, болды. Ми бір нәрсе сақтағаннан кейін оны міндетті түрде не істейді, уже тұтыну керек, алу керек, басқаша болмайды да. Бұл жерде тағы қозғайтын мәселе, енді айтып жатыр ғой, ми істеген көрген істейді деп. Мысалға Авертон терезесі деген не бар ғой, бір әлеуметтану саласында. Мысалға айтады да, кез келген бір радикальный нәрсені, кәдімгідей ақылға қонымсыз нәрсені ақылға қонымды қылып жіберуге болады дейді халықтың арасына. Оны көп көрсете бер, оны бір влиятельный бір жұлдыз адам ба оны істет, ол кезде оңай болып кетеді дейді. Мысалға осыдан 50 жыл бұрын тіпті ақш-тың өзінде жаңа ЛГБТ басқа деген сияқты әңгімелер ол радикальный көрінді кәдімгідей. Мүмкін емес ол деп ше, бірақ кейін кинолар шыға бастады, бір-екі адам сөйтіп мойындады, кейін ол радикальный болған нәрсе халықтың ішінде кәдімгідей престиж болды. Тіпті сен сөйтіп мойындасаң, міне халықтың бәрі сенің артында. Бұл нәрсе қазір көбінесе солдай бір нәрсе болып кетті. Енді жаңа тағы айтатын нәрсе, қазақ балалар, өзіміздің қазақ қарындастарымыз жаңа феминизм болсын, ЛГБТ болсын, енді оны біздің қалай айтсақ болады, ішкі қалауымыз оны қолдамайды бәрібір адамдық не болмыз, бірақ та комментарий оқысам TikTokта мысалы сондай бір нелерде, бір 1000 комментарияның енді 700-800 қолдап жатыр да оны ол қолдағысы келіп қолдап жатқан жоқ. Қоғам сен соны қолдасаң, сен өте бір қалай айтсақ болады, элитаның қатарындасың деп көрсетіп қойды да, болды. Сен соларды қолда, сен значит көптің бірі емессің, сен өзіңнің көзқарасың бар, өзіңнің ойың бар деген сияқты нәрсені бізге құйып қойды. Енді біз тағы айналып келіп сол әңгімеге тірелейік. Әрдайым бір нәрсеге жамандық, яғни хейт жазғың келсе, негатив жазғың келсе де бірінші ұсын. Мынандай болса жақсырақ болады. Мысалға тіпті негативке байланысты саған хейт жазған адамның өзі мысалға ол сен көрмеген нәрсені көруі мүмкін. Башқа сен байқамай тұруы мүмкін, бірақ та хейт дегеннен гөрі конструктивті сын деп айтса болады да. Сын айтса, мысалы маған қазір бір мысалы өткенде келді Жандарбек Бұлғақов аға мысалы айтса, сен дұрыс сөйлемейсің, дұрыстап сөйле десем, мен иә деймін, дұрыстап сөйлеймін деймін. Өзім қатем жүрген екенмін. Өйткені ол сол істің маманы. Мысалы маған келіп бір стилист келіп сен киімің онша үйлеспей тұр, сары мен қоңыр үйлеспейді десе, мен иә қолдайтын едім, бірақ та айдаладағы бір саласы мүлдем басқа адам мына нәрсеге араласса, оны қолдаудың қажеті жоқ. Саған да пайда жоқ, оған да пайда жоқ. Бірақ не үшін адам хейт жасайды дейді да. Адам хейт жасаған бір себебі біздің ми ойлайды дейді. Сен комментарий жаздың ба? Онда сен сөзіңді бәрі тыңдайды. Сен бір влиятельный адам екенсің дейді ғой. Анау Галустян прикол бар ғой бір. Анау кімдер 30 қанша миллион ақша құйып кино түсірді, сөйтіп қанша адам жиналды, шетелге барып түсірді, мен отырдым да киноларын почтагенде комментарий жазып жүрдім, болды мен королім дейді да. Сондай әңгіме келтіреді да. Қазір сондай бір құрбан болып кеттік. Сол айтатын нәрсе, қандай да бір адамның өнер болатын болса, өнер емес енді бір пайда бере алатын болатын болса, мақсат, біздің мақсат алу емес, беру деймін әрдайым. Біздің алу емес, сен қаншалықты көп бере алсаң, саған соншалықты көп нығметтер келеді. Сол үшін кімде-кім егер осы салаға барам дейтін болса, кәдімгідей жақсы пайдалы контент жасай аламын дейтін болса, онда нарық деген бос қой, енді медиа нарық деген өте бос тұр. Қандай саланы адамға пайда бере алсаң болды ең бастысы. Сіздің шынымен мақсатыңыз андай ақша болмасын, басқа болмасын, шынымен халыққа пайда беру, мына азғындықты тоқтату, арыс тоқтату болатын болса, ол нәрсенің берекесі болады. Алла тағала сен ештеңе мұқтаж қылмайды. Ақшаға да басқаға да сен білмей қаласың қалай саған ақша келген, қалай саған ризығың көбейген. Ең бастысы бүкіл сенің фокусың ақшада емес, жаңа атақ даңқта емес, шынымен адамзатқа пайда беру болатын болса, онда міне соның жемісін көресің сен шынымен. Енді сол нәрсе Абылайды просто бір тақырыпты алға тастап жіберіп шап десе енді сол кеше қарап жатырмын ғой, 1 сағат 20 минут болып жатыр екен да подкасттарыңыз. Мен өйтіп сөйлей аламын ба деп қоямын ғой, бірақ негізі ортада отырған кезде 4-5 сағат сөйлей береміз ғой, бірақ 1 сағат 20 минут қалай болады екен, әйелім де айтады, мамам, анам да айтады да, асықпай сөйлеші, мен білем қатты сөйлейтін, асықпай жай сөйле дейді да. Енді барынша тырысып асықпай сөйлеуге тырысып жатырық енді. Енді мынау алғашқы мына кіріспеде айтылған әңгімеңде негізі бүкіл бүгінгі подкасттың былайша айтқанда анонсы болды деп айтуға болады да. Әр жерінен бір тақырыпты жұлып алып ортаға тастай берсек болады. Мен жаңағы TikTokқа қатысты айтқым келгені, қазір
ақпараттық соғыс қой негізі. Ақпараттық соғыс. Бізде ақпараттық соғыс дегенді негізі адамдар көбі дұрыс түсіне бермейді. Яғни ол жаңағыдай ғой, TikTok ол жаман жер, ол жаққа бармау керек. Болды. Немесе Инстаграмда мынандай контент болады, ол жерде осындай нәрсені ғана салу керек деген сияқты. Жоқ, жаңа ақпараттық соғыс деген біз жасамасақ та дәл сондай контент, бірақ басқа елдің контенті бізге еніп жатыр ғой. Біз жаңағыдай өлгім келеді дейтін балалар сол контентті тұтынып жатыр да. Сонымен қоректеніп жатыр. Дәл сондай болмаса да қазақ тілінде ана балаларды бері қарай тартып алатын контент жасап, TikTok болсын, YouTube болсын, былайша айтқанда ол бос кеңістік, жаңағыдай бізге жарыс қой, жарыс алаңы, майдан бар да, соғыс, әркім өзінің қаруымен, жаңағыдай әркім өз саласының мамандары айтсын деген, сол әркімнің өзінің мамандығы, ол қаруы барады да, жаңағыдай Абылай Кенжалы барады да, дін туралы дұрыс мағлұмат беруге тырысады, жаңа бір химик білім беруге тырысады. Сосын мен тағы бір уролог кісіні көріп қалдым. Ол жігітте біраз сол өзіне қатысты сұрақтарға жауап беріп жатыр. Ол жердегі сұрақтарды көрсеңіз жаңағыда бүйтіп бүтіріліп қаласың. Жаңа сен айтып жатсың ғой, жас балалар көрдім. Өлгің келіп жатыр десе, ана жерде әжептәуір зіңгіттей жігіттер, енді бір біз үшін бір түрлі сұрақтар, енді бірақ демек сондай ақпараттар адамдарға жетпей жатыр деген сөз ғой. Жоқ, ешкім еш жерде айтылмайды. Біреуден сұрауға ұялады, сосын жаңағыдай коммент арқылы сұрайды. Жаңа өзің айтып кеттің, мен тақия кисем, сақал қойсам басқаша қарайды деп. Бізде негізі жаңағыдай діндар адам немесе намазхан адам деген кезде қоғамда мынандай образ қалыптасады. Ол ескіліктің адамы. Ол прогрессив емес. Ол кейде агрессияға толы, радикал адам деген сондай образ шығады. Яғни ол ешқандай жаңашылықты қабылдамайды, бәрін жамандайды деген сияқты сондай образ қалыптасады да. Негізі олай сондай образ қалыптасуына жаңағыдай дін ұстанып жүрген адамдардың өзінің де бір әрекеттері сол нәрсеге себеп болды. Үлесі бар айтуға. Соны енді мысалы үшін сен өзің дәлеліңде ол нәрсені былайша айтқанда жоққа шығарып жатырсың, бірақ әлі күнге дейін ол көзқарас бар. Бар. Енді сол ситуацияны қалай өзгерту керек? Өзгерту керек пе жалпы? Негізі бір сөз бар ғой, көп таралып кеткен ғой енді. Ислам ол мінсіз дін, ал мен мінім бар адаммын, менің мінімді көрсем исламда мін көрме деген сияқты ше. Ол мысалға маған қарап исламға баға берме дейді ғой, сол айтады да. Онда кім буддистке қарап исламға баға бере ме, әлде бір христианға қарап исламға баға бере ме? Сен қанша жерден маған қарап баға берме десең де, бәрібір саған қарап баға береді ол. Бәрібір де саған қарап баға береді. Қанша айта бер, өйткені адам солай қалыптасқан да. Біз енді қазіргі кезде осы Мэтт Хейк деген бір жазушы бар, соның Планета нервных деген кітабы бар да, бір сол жерде айтады да, бір жалпы біздің қазір жаңағы бұқаралық ақпараттық құралдары болсын, барлығы бізге негатив жаңалықтарды көп көрсетеді дейді. Мысалға осындай бір радикалды терроризм болыпты, басқа болыпты, я болмаса бүйтіпті, осындай имам андай бұзақылық жасап қойыпты деген сияқты. Бірақ бізден адам болғаннан кейін бір ақ парақ болса, ішіндегі бір қара точка болса, қара точкаға бірінші көзін түседі ғой. Негізі солай да, бірінші жаман ой адам бәрібір де жаман нәрсеге бірінші қарайды. Енді жаңалықтар айтпайды ғой дейді. Мысалға бір самолет құласа, самолет құлады деп қаншама жырғып айтады дейді мысалға. Бірақ күніне мыңдаған самолеттер аман-сау келіп жатыр, олар айтпайды дейді ешқайсысын. Сондай бір нәрсе ғой. Мысалға қанша мұсылмандар болсын, басқалар болсын бір қате жасап жатады. Жасап жатқан мыңдаған жақсылықтар бар да. Мысалға оның ішінде қарапайым имамдардың өзін айтайықшы. Мен мысалға бұрын имам да болдым, ұстаз да болдым, осы кейін магистратура түспестен бұрын. Сөйтіп енді имамдарды көп жамандайды да, бірақ та жылына қарайтын болсақ, мыңдаған үйге азық-түлік беруі, олардың тіпті квартира тауып беруі, адамдарға кез келген адам мешітке шағым айтса, оған бүкіл проблемасын жауап бере алмаса да, шамасы келгенше жауап береді да проблемаларын. Соның барлығын көрмейді, бірақ бір ауылда тіпті құжаты жоқ бір имам бір бұзақылық жасап қойса, имам молда деуге болады, бұзақылық жасап қойса, соны көрсетеді да, міне бүкіл Қазақстан сол діни басқармасы имамдар осындай екен деп. Енді білмеймін, адамдардан да оны дұрыс емес айту қаншалықты. Енді олай бәрі ойлайды осындай болса. Біз енді шамамыз келгенше деп айтайыншы, меніңше өзіміз дұрыс қылып көрсетуге тырысып жатырмыз ғой, тырысу керек әлде де.
дінмен хайп ұстайтындар да бар. Мысалы әзілің өткің келсе дінді қос, мысалы жайдарман болсын, басқа болсын. Енді әр нәрсенің шегі бар ғой. Сол нәрседе енді дінмен өткені бұрын қазақта енді ата әжелеріміз дін туралы ауыр нәрсе айтуға қорқатын, ештеңе айтпайтын, тек өзін алла деп намазын оқып сөйтіп жүретін. Бірақ қазір енді дін туралы теманы ешкім қозғамағаннан кейін кім сол теманы қозғайды, міне хайп сол жерде басталады. Мысалға тіпті подписчик керек болып жаңағы медианың тәуелді болған адам өзі, мысалы бір қызды алайықшы, орамал киеді, міне мен орамал кидім деп, бұрын ахваты мысалға 1000 лайк болатын болса, орамал киіне 10 000 лайк болады да. О, машалла, сен намазға келіпсің, деген сондай бір сөздер басталады. Біздің неміз деп, сестра анау деген сөйтіп әңгімелер басталады. Өте жақсы. Одан кейін не үшін ол нәрсені істейді? Көбінесе енді барлық демей ақ қояйын, бірақ кейбір бизнес тренерлер бар да. Сен яғни бірінші өзіңді сата алуың керек. Ол қалай өзін сату деген? Мысалы андай, сен өзіңнің тауарыңды алуға стоит екенін білдіру үшін, сен бірінші өзің стоящий адам екенін көрсетуің керек дейді. Яғни сен орамал кисең, о, мынау бізді алдамайды ғой. Маған курсы бір нәтиже береді онда дейді. Я болмаса ол бір орамал кигеннен оған аудиториясы көбірек сенеді да. Не істесе де, мына жаққа барса да. Одан кейін бір жағдайлар болады, енді өзінің подписчигін көбейтіп алады, оқырмандарын көбейтіп алғаннан кейін бір жағдайлармен орамал шешіп тастайды. Анау қарсы болды, мынау қарсы болды, менің тіпті ойландым, бүйттім, сөйттім, менің шынайы өзімнің миссияма бұл орамалым қарсы болды, яғни кедергі болды деген сияқты ойлармен шешіп тастайды. Одан кейін тағы хайп жинайды. Оған хайп жинап беретін тағы да біз мұсылман бауырлар. Неге жүйттің, неге бүйттің деген сияқты әңгіме. Бірақ негізі біз о баста ешкімге хайп жинап бермеуіміз керек еді. Кидің ба? Дұрыс, ол сенің парызың. Болды, ол талқыланбайды. Сен өзің жеке құлшылықтарың ғой, оны халыққа көрсетіп, жеке қылып, оны бөлдем қажет жоқ та. Сосын жаңа айтып кеттік қой енді. Көбінесе сондай бір қара дақтар түсіп қалып, біз сондай бір көзқарас қалыптасып қалды деп. Бірақ енді кез келген адам жалпы өзі критикалық ойлау деген болады да, мысалы критическое мышление. Бір нәрсе болып жатса, бәлкім мына жағында бар шығар деген сияқты ой болу керек кез келген адамда. Бұны критическое мышление деген нәрсені жақсырақ түсінгіңіз келсе, кімнің Асқар Жұмаділдаев ағамыздың сұхбаттарын көрсеңіздер болады. Мен өзім Асқар Жұмаділдаев ағамыздың бүкіл сұхбаттарын тыңдап тастаған шығармын ютубтан. Ол кісінің ойлауы мүлдем басқаша ғой. Иә, қыз жүрекпен төлегенде мысалы Бекежанды дұрыс дейді, мысалы ондай ойламайсың ғой, өйткені қалай берді саған кішкентай кезінде. Солай қалыптасып қалғанымыз болды. Сол дұрыс, мынау жаман, мынау жақсы, мынау жаман деп. Бірақ та шынайы кез келген кинода болсын, сен жағымсыз персонаждың өзін дұрысқа шығарып көрші мысалға. Неге олай істеді? Не себеп болды деген сияқты. Сенде ойың басқаша қалыптасады. Сол кезде сен әркімді жамандай бермейсің, тек қана жаман жағын көре бермейсің, басқа да деген сияқты. Менің ойымша жаңағыдай не үшін ондай сөздер айтылады, оның алғы шарты не болған сияқты жаңағыдай. Намазхан адамды, жаңағыдай дін ұстанатын адамды біз идеализировать етіп жүргеніміз да. Иә, ол да бар. Кіршіксіз деген сияқты. Өйткені кезінде мынандай әңгімелер көп айтылатын. Жаңағы квартира есеметеміз ғой. Сол кезде намазхан балдар деп. Солай квартираға солай сенім кіріп алу үшін сондай сенім сөзін айтатын. Гарантия. Ал қазір айтсаң, қазір ол қабылданбайды, өйткені жаңағыдай Сирияға кеткен бауырларымыздың оқиғалары бар. Қазір оның бәрі негатив қабылданады. Бірақ енді мен айттым ғой, жаңа мүмкін оғанда біздің бауырларымыздың жаңа үлесі бар, өйткені радикал әрекеттер, агрессив әрекеттер көп көрініп жатады да. Мысалы үшін, дінге қатысты жаңа әзіл болсын, мен өзім әзіл саласында жүргенге мен былай есептеймін. Кез келген тақырыпты әзілдеуге болады, бірақ смотря қалай деймін. Сен қандай форматта беріп жатсың ол әзілді. Егер әрине влог айтсаң, әрине ол ауыр тиеді. Сондай әзілдер немесе әңгімелер айтылған кезде астында хейт, және агрессив хейт коммент жазатындар сол бауырлар. Содан келіп, мен енді көп таныстарым айтып қалады да, мыналар бұлай жазып жатыр, демек бұлар осындай. Өйткені көзге бірінші не түседі, көпшіліктің реакциясы түседі ғой. Содан кейін оған болған реакциядан адамдардың көзқарасы қалыптасады. Мысалы үшін кеше осыдан 3-4 ай бұрын ба Шарли Хебдо деген журнал бар ғой, Франциядағы пайғамбарымыздың несі. Соның мысалы үшін жаңағыдай бас редактордың басын алды деген жігітті батыр қылып жіберу, яғни бұлар адамның басын шауып алуды дұрыс көреді. Демек бұлар осындай, бұлар жауыз деген сияқты сондай көзқарастар қалыптасып жатыр да. Менің ойымша жаңағыдай намазхан бауырларда
критический мышление ол жаққа да керек сияқты да. Иә. Жаңағыдай ситуацияларға реакция білдірерде де өте сақ болған дұрыс сияқты. Иә, өте дұрыс айтасыз. Шынымен де мысалға бір жаман нәрсе көріп қалдың ба, мысалы нәрсе бар да, сен мысалы бір бауырыңа насихат айтқың келетін болса, сен көпшіліктің көзіне айтсаң, оны араб тілінде фадиха дейді. Насиха деген бар, фадиха. Ол позорын шашу былайша айтқан кезде. Көпшіліктің алдында сен оған бір насихат айтсаң, ол позорын шашу. Ал насихат деген қандай болады? Жеке өзің шығарып аласың, айтасың. Осында сен дұрыс емес, былай жасаған дұрысырақ болады деген. Енді өзімізге де керек критический мышление шынымен де. Өйткені мысалға көбінесе сондай бір комменттерде байқаймыз ғой. Астағфирулла бір нәрсе деп қатты айтып жатады ғой. Енді бір бауырым айтады да, өйткені сондай бір кісі айтады да, астағфирулла деп, енді астағфирулла аудармасы не дейді да ол? Алладан кешірім сұраймын деген сөз ғой. Одан неге жиіркеніп айтады соны дейді да. Керек емес қой дейді да. Шынымен насихат айтқың келді ма, жұмсақ айтсаң болады да. Өйткені Құранда аят бар да, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қатысты айтылады. Сен егер де қабағың бүйтіп түйіп, осындай қатты түйіп отырсаң, адамдар сенің қасынан кетіп қалады дейді. Шынымен де біз барынша енді жұмсақ түрде жеткізуге тырысу керек қой. Критически ойлау керек, мына жағында қарау керек, енді оны айта берсек көп қой. Шынымен де көбінесе сондай бір енді жаңағы көбінесе адамдар намазхан басқа деген сияқты, намазхан болмаса да сөйтіп қарыз алады, басқа қалады, әйтеуір кейін қайтармай әйтеуір сөйтіп уже не істейді ғой, шегіне жетеді ғой. Жаңа бұдан кейін ол бір адамға сен намазханнан көңілі қалды ма, мысалы бір адам намазхан бүкіл намазхандар не істейді? Одан кейін өзінің қасындағы ортасына айтады да, намазхандар осындай деп. Бұл бір адам 10 адамға айтады, 100 адамға сөйтіп таралып кетеді да бірден. Жақсы жақтан көрмесе де басқа қалса да. Бірақ енді сондай бір нәрсе болып кетті. Өте жаңа өкінішке орай енді бұл темада бір әңгіме айту да қиын. Қазір маған да хейт жазады, былай айтып жатсың, былай айтып жатсың деп. Енді хейттен қорқа берсек те болмайды ғой, бәрібір де жасау керек. Жоқ, қазір былай ғой, әркімнің өз шындығы бар дейміз ғой. Иә. Бірақ ақиқат біреу. Ақиқатты айтсаң жек көрінішті боласың. Өйткені сен анаған ұнайтын шындықты айтпадың да, ол өзіне ұнайтын нәрсені естігісі келіп тұрды, бірақ сен ақиқатты айтып едің, ол қабылдай алмады да, саған хейт жазады. Сен сатқын екенсің. Андай жақсы сөз бар да бір. Солих деген бар, муслих деген бар, салихалы адам деген бар, сосын муслих деген бар. Салихалы адам дегеніміз не? Өзі салихалы. Оны бәрі жақсы көреді да, өзі дұрыс адам сөз. Бірақ муслих дегеніміз салихалы қылушы адам да. Ол басқаға не айтады, ақыл айтады да. Яғни былайша айтқан кезде ақиқат айтушы кісі оны бәрі жек көреді дейді да. Сол нәрсе ғой, сен өзің салихалы болып жүре берсең болады, бірақ сен бәрібір де өзің ғана жүре бермейсің ғой. Басқаға айтуың керек, ақиқат айтуың керек. Бәрімізде мақсатымыз ақиқат айту ғой. Жеткізу керек, бірақ жеткізген кезде де адамға жақпағаннан кейін ол қабылдау қиын болады да бәрібір де. Бір ғалым жақсы сөз бар. Ғалым атын ұмытып қалдым. Мен қазір қандай ғалым ол деп сұрайды да бірденше. Есімде жоқ, қандай ғалым болса, есімде болса айтады да. Бір диспут болады, дискуссия дейміз, ұтылып қалады да енді. Ұтылып қалғанда қалай? Мен сені қабылдадым дейді ана ғалымдікі. Сөйтіп ана бәрі таңғалады ғой, сен қалай өзіңдікі не істесең де ананы қабылдап тұрсың деген кезде, ананікі ақиқат екен. Ақиқат пен менің арамда ешқандай араздастық жоқ дейді да. Ақиқат болды ма, мен қабылдаймын болды. Мен ақиқаттың жағындамын бәрібір дейді да. Бізде қазір ақиқат бөлек, нәпсі қалауың бөлек, екі ортада түсініспеушілік болып жатыр да. Сондай бір миға орнатып алсақ, ақиқат пен менің арамда ешқандай араздастық жоқ, ешқандай ұрысқан да жоқпыз, басқа да жоқпыз. Ақиқат менің досым десең, мүлдем басқаша әсер етеді. Иә, мынандай нәрсе бар ғой бізде, кім айтып жатқанына қарайды да, не айтып жатқанына емес. Яғни мысалы үшін ол жаман адам болуы мүмкін, шынымен, бірақ ол ақиқатты айтуы мүмкін ғой, оның айтқаны ақиқат болып шығуы мүмкін. А бізге ол қандай адам екеніне қарайды. Немесе дәл солай керісінше өте жақсы, білімді азамат дейік, бірақ қате сөйлеп қалуы мүмкін. Бірақ біз оның кім екеніне қараймыз да, оның айтқан информациясын жұтып ала саламыз. Содан жаңағыдай түрлі түсініспеушіліктер пайда болады. Сол айтамын ғой деймін, фильтр болу керек адам басында деймін да. Проблема қашан басталады? Сен бір уақыт үшін тыңдап кеткен кезде басталады. Басқа ешқай тыңдамайсың, біреудің артында ердің болды. Ол не айтса да дұрыс та сен үшін. Ол сен ол жерде айтамын да, я болмаса бүкілін тыңда, барлығын тыңда болса, я болмаса ешкім тыңдама деймін да. Өйткені бір адамның соңынан шынымен еріп кету ол қате болады. Өйткені бізде бір ақ идеал бар да, мысалы Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан ерсек болады. Бірақ енді одан кейінгі адамдардан қателіктер болады. Адала оның адам ешқандай идеальный емес екенін көрсету үшін одан бір қателіктер жасайды да. Сол үшін адамның не айтып жатқаны, кім айтып жатқанына емес, не айтып жатқанына көбірек мән беру керек. Бірақ кей жағдайда кім айтып жатқанына да мән беру керек. Оны білу керек қой не айтып жатқанын. Өйткені маманы. Өйткені мысалға бір радикал дейікші, радикал болмағанда енді басқа ағымдағы адам дейік. Вроде дұрыс әңгіме айтып жатыр. Бірақ сен айтасың ғой, дұрыс әңгіме айтып жатыр, дұрыс әңгіме айтып жатыр, бірақ та сен дұрыс әңгімелерді көп айтып жатыр деген жүрегіңе сіңдіріп алсаң, адам дұрыс адам екен деп қаласың бір күні. Ол сол нәрсені қатты қарау керек. Ол жерде фильтр керек та. Шынымен де енді айтып жатқанымыз тағы да сол ғой.
фильтр керек, критикалық ойлау керек, мән беру керек, ниетін табасыз, кім айтасың. Жақсы сөз бар ғой, мысалы молдаң істеген айтқанын істеген істеме деген. Ол жерде бізде қате түсініп қалғанбыз ғой, молда бұзақы басқа деген сияқты. Бірақ молда дейді да, негізі ол жерде түпкі мақсат, мысалға молда саған айтуы мүмкін, сен күніне 5 уақыт намазыңды оқы, ата-анаңды сыйла, болды, сонымен жүре бер, тыныш деп ше. Бірақ молда түнде құлшылық қылуы мүмкін, тахажжудта тұруы мүмкін, мысалға күніге 10 сағат Құран оқуы мүмкін. Бас сен оны істеген көріп сөйтіп істеймін сен өзін жоғалтып аласың. Былайша айтқан кезде мүлдем сынып қаласың да. Сол үшін саған диагнозын қойып бердім ба, сен осыны істе, болды, сен соны істеп жүре бер дейді да. Бұл айтқан істеген істеме деген сол нәрсе дейді да. Бізде бірақ қазір жаңағыдай ғой, ақпараттың ішінде қара дақты көріп қалғанбыз да, соны бұзақы екен, ондай бұзақылықтан істеме деген сол деп сөйтіп түсініп алғанбыз ғой. Өте қате. Олар өздері айту олардың міндеті, бірақ өздері олай істемейді деген сөз болып тарап кетті ғой. Сосын мынандай бір сөз бар ғой, бір уағыз айтып отқан кезде бізге айта бермей биліктегілерге айтса деген сияқты әңгіме бар ғой. Айтамыз да, медиа барлығына ғой, ол жерде бір андай ютубта бар ғой, тек қана балалар көретін контент деген болады, үлкендерге көрсетілмейтін деген сияқты. Ол жерде ондай контент емес қой, тек қарапайым халыққа, билікке деген конфессиясын жауап тастайтын ше. Оның барлығын айтып жатқан әңгіме. Негізі имамдар айтпайды, имамдар айтады. Қарапайым жұманың өзінде мысалға имам уағыздар айтады ғой, мысалы әділеттік туралы, ана туралы имамдар қатты айтады. Мен жұмаларға барамын, әділетті бол, сотсың ба, басқасың ба, Аллаға қызық емес. Сен өзің әділетті болсаң, жұмысын жақсы атқарсаң, болды, сенің сол үшін сұраласың дейді да, болды. Сондай әңгімелер қатты айтылып жатыр негізі, бірақ оны тікелей барып айтпайды ғой ешкім. Ол бізден сондай күтеді да, көбінесе имамдардан, ұстаздардан неге бізге айта бересің, жоғарыдағылар айтса деп. Ол медиа айтылды ма, болды, бүкіліне айтылды. Медиа айтылғаннан кейін ол медиа сен тәубеңді қабыл етпейді. Одан кейін сенің видеоң өшірілмейді, сөйтіп қалады. Не айтсаң да абайлау керек. Сол нәрсені көп байқаймын да енді. Көбінесе солай, енді медиа шықты ма, ол бәріне бірдей қатысты айтылған әңгіме. Сосын жаңағы мысалы мешіт салса, неге мектеп салмайды, неге аурухана салмайды деп. Біреуіне кедергі жасамайды ғой. Мешітті салсын, мектепті салсын, аурухана салсын, бірақ енді екеуі де жетпей жатыр да. Мектеп те жетпейді кейбір жерге, мешіт те жетпейді кейбір жерлерге. Бірақ бізде мешіттің көптігінен тағы салып жатқан жоқпыз ғой. Шынымен жетіспей жатыр да мешіттер. Кәдімгі жетіспейді. Бір ауылды жерлерде, қарапайым ата жерлеріміз кімге Құран оқытатынын білмейді. Мысалы өзімде Қызылордада Қоғалкөл деген ауылда, негізі сояқтан туып өскем. Қоғалкөл деген ауылда мешіт болған жоқ. Осы 2012-13 жылға дейін мешіт үлкен 6-7 мың халық тұратын ауыл ғой. Мешіт жоқ, бірақ мүлдем ешкім ойланбаған, басқа сөйтіп мешіт салды. Енді қазір көркейіп қалды. Кішкентай балалар сәл жақсылық түсінді, ата-анасын сыйлау түсінді. Көбінесе бізде қазір мешіт ештеңе үйретпейді, бала миын ойлайды дейді ғой, бірақ негізі мен лагерьде сабақ бердім, кәдімгі мешіттерде болсын, жаңа жеке дайындық курсында лагерьде сабақ бердім Нұрманбектің. Сол кезде ата-ана бізге рахмет айтады да. Мен сіздердің лагерьден кейін балам сыйлайтын болды, тіпті азын ере тұрып бізбен шай ішетін болды. Сондай біз сол нәрсе көп айтамыз ғой. Ата-ананың қасында телефон шұқыма, басқа қылма, оны сыйла, тыныш жүр, ешкімге төбелеспе, оның пайдасы жоқ деген көп айтамыз. Соны түсінді дейді да баламыз. Көп жағдай болады да. Біз енді көбінесе біз оны ойламаймыз, бәрі басқа жағын ойлаймыз да. Енді мойындау керек. Қателіктер болады, имам болсын, молда ұстаз болсын, қателіктер болады. Өйткені адам ғой бәрібір де бірінші орында. Бірақ та адам болғанда да енді қателіктер аз болады ғой бәрібір де. Бірақ соны енді біз айтпаймыз, бүкіл имам қателіктен пәк деген сияқты. Қателіктер болады, бірақ оны негізі кешіре білген дұрысырақ та. Енді қайтеміз, оларға да қиын ғой деп, оларға айлық төлемейді, басқа алмайды, әйтеуір Алла үшін деп жүрген адамдар ғой деп. Сондай бір көзқараспен қарасақ жақсырақ болады да. Енді мен өзім неге ондай әңгіме шықты? Мешіт салғанша мектеп салмай ма деген. Менің ойымша былай ғой. Мектеп пен аурухананы бізде мемлекет салады. Мешіт ол демеушілердің жаңағыдай меценаттардың ақшасына асырлатып салынады. Бірақ енді мысалы үшін елбасымыздың өзі талай мешіттің ашылуына барды ғой. Астанадағы болсын, Алматыдағы сондай үлкен мешіттердің ашылуында болды. Сондықтан мен өзім ойлап отырмын да қазір. Мүмкін жаңағыдай ондай мешіттерге елбасының өзі барып жатқаннан кейін мынаны мемлекеттің қаржысына салынып жатыр деген сондай түсінік қалыптасып жатқан шығар деген сияқты. Көп оқып жатамыз ғой, тәуелсіздік алғанға дейін бізде мешіттер өте аз болды. Өте аз. Мысалы үшін тәуелсіздіктің биыл 30 жылда қазір қанша мешіт бар? 3000-нан астам мешіт. 3000-нан астам мешіт бар. Және қаншамасы салынып жатыр, салынып жатыр. Бірақ меніңше мектеп одан көп болу керек қой енді. Одан әлдеқайда көп қой. Бірақ енді жаңағыдай ғой, мектептің салынғанын біз көп айтпаймыз, ал мешіт ол негізі мешіттің салынуы, мешіттің ашылуы бір үлкен оқиға ғой негізі. Адамдар көп жиналады,
жаңағыдай медиа барады ол жерге, лауазымды кісілер келеді, президенттің өзі келеді деген сияқты. Сондықтан мүмкін сондай андай ештеңеге көңілі толмай жүрген адамдардың көзіне сол нәрсе сондай көріністе пайда болады да. Яғни бұлар көбінесе еще андай ғой, мешіт салған кезде халықтан ақша жинайды, таргетке жібереді, басқа сөйтіп енді бірақ мектеп салғанда таргетке жүрмейді ғой, мектеп салып жатыр осындай ақша аударыңдар деп, оны көп көре бермейді. Бірақ мешітке көп болады да, өйткені қазір демеушілер де аз, халықта енді қиын ғой, демеушілердің өзінде ақша жоқ қазір. Сол үшін мешітті барынша халық салуға тырысады, 100 теңге 200 теңге жинап берсе де соны таргетке салып жібереді. Мен сол көбінесе айтамын ғой, таргетке салмай ақ қойыңдаршы мейлінше деп ше. Таргеттен хейт көп болады, өйткені сенің аудиторияң емес біріншіден, ол басқа біреу, оған жазып кету қиын емес. Қазір фейк деген нәрсе бар, енді фейкпен не жазсаң да өзің білесің ғой. Сол үшін барынша өзің үлкен аудиторияң бар ма, я болмаса бір блогерге бер, үлкен мысалы миллионник блогерге бер, өзінің аудиториясына айтсын. Оның аудиториясы жамандамайды ғой көбінесе. Өткенде Әділет Рахметолла деген бауырымыз бар ғой, видеосы сол айтады да, бір атпен шауып бара жатқан қыздың видеосын салды ғой, бір сонымен мықты ЗТБ салып жіберді оны. Сөйтіп өзімнің инстаграмыма салғам дейді, мысалға 200 комментарий бар, бәрі мені қолдап жатыр, мықты шыққан, мықты түсіргенсің басқа деп. ЗТБ салып еді, хейт дейді барлық, қыздың неге басында кимешегі жоқ, неге атың түсі мынандай, неге артында су бүйтіп тұр, желі бүйтіп ұшып жатыр, не қыздың басына иіп тұр, сондай әңгіме көп болып кетті дейді да. Сол үшін барынша лояльный аудитория бар адам бар ма, соған берген дұрысырақ деп айтамын да көбінесе. Жаңағындай бір адамдардың күнәға батырмай қойған дұрыс та. Сөйтіп білесің да не жауап береді, ол астында комментарий оқығым келмейді, білем мешіт таргет кетті ма, астына кірді, неге мектеп салмайды, не аурухана салмайды деген. Енді амал жоқ, халық өзі сөйтіп жинап мешіт салмаса, мемлекет салмайды. Сондай нәрсе болып тұр ғой енді. Бізде енді жаңағыдай өз конституцияның өзінде бар ғой, Қазақстан зайырлы мемлекет, дін мен мемлекет азамат. Бірақ енді жаңағыдай адамдардың да наразылығы бар, бұлар бәрібір басқарып отыр ғой деп. Менің ойымша басқару емес, бақылау бар да, өйткені бақылау болу да керек сияқты. Өйткені жаңағыдай ғой, біраз теріс ағымдардың ықпалына еніп кету. Бізде соның өзін мешітті кінәлайды ғой, өйткені мешітке сен анау кірсін, мынау кірмесін деген не жоқ қой, шектеу жоқ қой, бәрі кіреді. Бірақ ол бұрышта өздері былай кучка болып отырып алуы мүмкін. Бірақ жаңағыдай басқа адамдардың көзінше бұлар мешіттен шығып айтып жатыр ғой әңгімесін. Мешітке кірді, оларды ешкім шығарып жүрген жоқ. Сосын ол жаңағыдай өзінің құлшылығын өтеді да шықты. И сосын ертең ол Сирияда жүреді. Содан кейін ол негізі мысалы мешіт мемлекеттен бөлек деп айта берсек, ол қиын болып қалады мешіттерге де. Өйткені мысалға қаншама радикал ағымдар бар. Мешітке бүлік шығарып кетеді. Ол кезде сен имамдар шығарып жүрмейді ғой оны. Амал жоқ, хабарласады жаңағы мысалы полицейлерге сондай алып кетіңдерші деп айтпайды ғой, сен бізге шаруамыз жоқ, бізге хат жоқ, өздерің шаруаны өздерің шешіңдер деп. Сол кезде олар жәрдем береді да, мешіттен алып кетеді, оларды допрошта неге кіресіңдер мешітке деген сияқты. Сондай нәрсе керек те бар, өйткені бақылау да болу керек, бір-біріне көмек те болу керек деген сияқты әңгіме ғой. Ол бәрібір бұл мүмкін емес сияқты, екеуі жақта бөлек нәрсе. Проблема шеше алмай қалады көбінесе. Бізде мен өзім жаңағыдай жақсы әдет деп есептемеймін, бірақ мен мынау коммент оқығанды жақсы көремін да. Мен де жақсы көремін коммент оқығанды. Бірінші видео кетіп жатады, астына түсесің, ана видеоның дыбысын естіп отырып астына түсіп коммент оқимын. Сол кезде жазылған комменттерден байқағаным, бізде мешітті бір оппозициялық площадка ретінде көргісі келеді адамдар. Яғни дерт болып жатыр. Имамдар шығып ана жерде, ей, дұрыс емес сендердікі, былай істеңдер. Сондай бір призыв, сондай насихат күтеді да. Ол жер ең бірінші жаңа біз айтамыз ғой, мешіт ол жүректің тынышталатын жері. Ол солай болу да керек, солай болып қалу керек та. Бірақ жаңағыдай ғой, түрлі мына жақтан ықпал жасап, әйтеуір бір бұрмалау көбейіп бара жатыр да, комментпен болса да. Яғни барады, ана нәрсені айтпады дейді да, ренжіп шығады. Басқа мұңымызды кімге айтамыз дейді ғой, имамдарға айтайық та соңғы дейді, басқа солар шешіп берсін дейді. Ешқашан да бұрынғы 14 ғасырдан бері ислам революциялық методты қолдаған емес. Екі метод бар, эволюционный метод деген бар ғой. Ешқашан да бір төңкерісті қолдамайды. Қолдаған да емес 14 ғасырдан. Олай оппозициялық орын көрмеу керек та. Эволюциялық метод деген қалай? Мейлі біздің қазіргі мақсат кейінгі ұрпақтарды ұстап қалу ғой. Бізге дейінгі азырып кеткен басқаларды біз өзгерте алмауымыз мүмкін, болды, кетті. Енді мешіттің мақсаты дұрыс ұрпақ тәрбиелеу болды. Әділдікті қалайтын, басқа қалайтын, осындай ешкімнің ақысын жемейтін, сондай бір адамдардың көкейіне жаймен исламды жеткізу.
өйткені шынымен адамдардың жүрегіне шынайы мұсылмандық кірсе, ол парақор да болмайды, ол жаңағы өтірік те айтпайды, ол жемқор да болмайды, жаңағы ол бір төңкеріс те жасамайды, біреудің ақысын жемейді деген сияқты ғой. Шынайы ислам кіргеннен кейін жүрегіне адамның шынымен де қоғам бұрнайды, бірақ мәселе жаңа айтып тұр ғой, шынайы кіргізе ала ма жүрегіне, кіргізе алмай ма деген мәселе. Бізде көбінесе не үшін мұсылманбыз деген кезде атамыз әжеміз мұсылман болғаннан кейін мұсылманбыз дейміз да. Әдет сияқты. Иә, мындай не дейді да, былай қалай айтсақ болады, бір дәстүрлі дейміз ба. Бірақ біз ол үшін мұсылман емеспіз. Біз алда бір пайғамбар оның елшісі болғаннан кейін мұсылманбыз. Неге солай? Енді қазір жастарға көбінесе риза болатыным, жастар дінге осознанно келіп жатыр. Кәдімгідей сұрақтармен мен қуанамын, сұрақтар қойсын. Мен айтады, неге андай болады, неге мынандай болады, сұрақтар көп қойылған дұрыс. Өйткені дұрыс емес. Мысалы, іште жүрген сұрақ, ешкімге қойылмаған сұрақ, ол бір рак сияқты ол. Әйтеуір бір күні адам жеп келіп, соңында оны я діннен шығарып жібереді, я мүлдем исламды жаман ойлатып жібереді. Сол үшін қандай сұрағың бар, мейлінше қоюға тырыс. Сол үшін мысалы қазір көбінесе осы діни блог жасап жүргендерге бір қуанатын жағдай, халықты қолжетімді да олар. Мысалы халық қазір үлкен ұстаздар Ерсін Әміре болсын, басқа ұстаздар қолжете алмауы мүмкін, сұрақ қоя алмайды, бірақ қарапайым маған болсын басқа діни блогерлер сұрақ қоя алады, олар жауап бере алады шамасы келгенше. Сол нәрсе көбірек жақсы болып тұр да қазір. Сосын қазір көбінесе бір қатты хейт болып жатқан нәрсе араб құлдар деген термин шығып жатыр да. Бір нәрсе айтсаң араб құлдар, бірақ шынайы айтайық, осы ислам үмметінде осы көбінесе ең көп ықпалға ие болған ғалымдар арабтар емес. Мысалға имам Бұхари болсын, Құраннан екінші кітап Бұхаридің сүннет жинағы да, бірақ ол Бұхарадан шыққан. Жаңа имам Муслим, имам Термизи, көптеген Абу Ханифаның өзі де мысалға араб емес, парсы деп келеді. Енді сол нәрседе біз айтамыз ғой, біз айтып жүрген ғалымдардың тіпті 80-90-ға жуық пайызы өзіміздің сол Самарқандтан шыққан, сол Фарабтан шыққан, Бұхарадан шыққан ғалымдар. Бірақ біз соғымта айтсақ та, сендер араб құлсыңдар, анаусыңдар, мынаусыңдар деген әңгіме айтады да. Мысалға енді әлемдік жаңа евроодақ деймін, соның ортақ тілдер бар ғой өздерінің. Мысалы ағылшын тілінде сөйлейді деген сияқты. Бірақ жалпы ислам үмметінің ортақ тілі араб тілі ғой. Сол үшін енді мейлінше біз түп нұсқаны айтып жатқанымызды сендіру үшін, сездіру үшін біз арабша сөзбен айтуға мұқтаж боламыз кейде. Мысалға мынандай ғалым мынандай айтқан екен, арабшасын айтамыз, осындай. Одан кейін аудармасын айтамыз да. Бізден бірден айта салсақ болады аудармасын, бірақ ол сәл бір сенімсіздік тудырады да. Сол үшін енді солай айтуға мұқтажбыз. Енді мысалға тіпті бір адам зерттеуші бір ағылшынның сөзін алып келсе, бірінші ағылшынша айтса күштірек болады ғой. Сөйтіп айтқан екен ғой, шынымен түсінбесең де оны. Бірақ кейін аударған кезде мүлдем расырақ естіледі да. Сол үшін сондай бір нәрсені қатты мән беру керек. Енді көбінесе енді бізде қазір жаңа айттыңыз ғой, осындай бір қазақтар бір нәрсе жасап жатса, бір әйтеуір бір не болады деп. Иә. Жаңа подкастқа дейін сөйлескенбіз сол. Иә. Мысалға айтады да, енді ол мына жерде қозғап кететін әңгіме болып тұр шынымен де. Біз бір нәрсе ұсынуымыз керек деп айттық қой, пайдалы нәрсе ұсыну керек дегеннен кейін біз енді бір Виктор Франклдың қателеспесем сөзі бар, оригинальность дейді да, нераскрытый плагиат дейді. Түпнұсқалық деген нәрсе жоқ дейді да. Ол просто плагиатқа ашылмаған нәрсе түпнұсқалық деген. Бізде қазір бір контент жасасаң, сен мадан ұрлап жатсың, қазақтар ештеңе істей алмайды дейді. Қазақ неге істей алмайды? Істей алады қазақ. Бүкіл стереотиптің барын құрту керек та. Жаңа қазақ жалқау дейді, анау дейді, мынау дейді. Олай емес. Мысалы кезінде зиялыларымыз ол деген әлем бойынша бір мықты 100 ақылды адам болса, оның қатарына кірген адамдар олар деген. Енді біз олай айта алмайды да, тіпті анау Садық Шерімбек деген ағамыз. Мен ол кісімен арасында кездесіп тұрамын. Бұрын екеуміз не істейміз, бірге дәріс алғанбыз, сабақ оқығанбыз деген сияқты. Сол кісі айтады да, бір Англияда деп айтты, қателеспесем. Бір бауырым бар дейді, енді программист, код жазады. Гуглда жұмыс істейді деді ма, қателеспесем. Бірақ енді сол номер один екен дейді өз саласында. Неге дейтін болсақ, қазақтың табиғатында шығармашылыққа деген не бар дейді, ген бар дейді, қанында. Ол нота жазған мен код жазған екеуі бірдей дейді. Сол үшін бізден көбінесе ғана мысалға өткенде хакерлердің бір жарысы болды. Қателеспесем, Олжас Айтиев деген бауырымыз, сол қазір кибербезопасностьте не істеп басқару сол кісі бірінші орын алды деп айтты біздің шәкірттер. Өйткені қазақта ол бар дейді да, код жазу болсын, жаңағы шығармашылықта болсын, қазақ шынымен де сондай халықта бір потенциал бар ода, қан таза басқа деген сияқты. Бізден бірақ қазақтар не істеп жатса да, сендер көшіресіңдер, орыстан ұрлайсыңдар, идеяларын анау мынау, орыс та біреуден ұрлаған, анау да біреуден ұрлайды, бірақ бәрі бір-біріне ұрлап не істейді, сөйтіп бір контент жасайды ғой әйтеуір. Біз соны ұсынып жатыр, олардан сондай контент жасамасаң жасамай ақ қойшы, бірақ та қолдасаң болады ғой. Пайдалы екен, халыққа пайда береді, адамның көзін ашады десең болды. Тым болмаса қолдап, я болмаса историяға бір реакция қалдырып кетші деп айтасың ғой, қолдамай ақ қой, лайк баспай ақ қой, әйтеуір барша адамдар көрсін деген оймен. Ана бір Андре Жид деген француз әдебиетшісінің жақсы сөзі бар да, негізі айтылу керек нәрсе бұрын барлығы айтылып қойған дейді.
бірақ оны ешкім тыңдамағаннан кейін қайтадан айтса болады дейді, өзін сөзін қылып ше. Шынымен де ғой, бұрынғы осы мен айтып жатқаным, мен бұрын бәрін айтып қойған, толып тұр, тегін білімде басқасы да барлығы толып тұр, бірақ та оны көбісі тыңдамаған, бірақ оны қайтадан өзін сөзін қылып айтсам болады дейді. Шынымен сондай бір нәрсе болып жатыр. Енді оған былай қарау керек сияқты, жаңағыдай анадан ұрладың мынадан ұрладың демейміз. Мысалы үшін жақсы бір дүниені көрген кезде сен шабыттанасың, одан саған ұнайды да, сен де соған ұқсас бірдеңе жасағың келеді. Содан ал бізде ол бір жалпылама бір сөзбен айтып жүреді да, ұрладың деп ше. Содан кейін оған ақталсаң кінәлі болып шығасың ғой, мойындаған болып шығасың. Болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой, негізі шын дұрыс айтқан ғой. Солай бола алмаймыз да, тым болмаса ұқсауға тырысайық. Енді мысалға бізде ислам ғалымдарында мынандай сөз бар да, міндетті түрде Википедияда кейбір кез келген ғалымның өмірбаянын оқысаңыз, мына бір ғалымнан әсер алған дейді. Әсер алған деген қалай? Соны көрген, өмір үлгі тұтқан деген сияқты. Бірақ енді біз айтады да, сен көптеген копияларды жинап өзің оригиналын тауып аласың деген сөз бар да бір. Енді сен маған ұқсаған келеді, маған ұқсаған сөйтіп бәрін қарап не істейсің, өзің түпнұсқаны тауып аласың да. Мен солай өткені ұрладың деген, басқа қылдың деген әңгіме дұрыс емес сияқты. Шынымен де қолына не келеді, барынша бір-бірімізді сынамай негізі мейлінше жақсы нәрсе ұсынуға тырысу керек қой. Қазір мен айтайын деп жатқан тақырыбым көп адамға түсініксіз немесе ауыр тиюі мүмкін. Бірақ мен жаңағы кейбір достарыммен пікірталас болып қалады. Мен осы тақырыпты қозғаған кезде мен айтамын, мынау адам ата мен Хауа ана пайда болғаннан бері Алла тағаладан жер бетіне бір ғана дін түсірілген деймін да. Қалғандары просто жаңа адамдар ол түсірілген кітапты бұрмалаудан келіп шығып былай бірнеше дін болып кетті да. Бірақ айтамын, мен бір ғана дін, ол ислам діні түсірілген десем, бәрі былай шошып қарайды да, не айтып тұрсың сен деген сияқты. Енді сен өзің маманысың ғой, осы тақырыпты бір енді ұзақ қылып емес, қысқа нұсқа, бірақ нақты. Енді адам атадан бері жатқан діннің бүкілінің мақсаты бір, соңғы нысанасы бір, шариғат әртүрлі дейміз да. Шариғат дейміз мысалға, біз мысалға осы ораза Рамазан айында, мысалы басқа үмметтер 2 ай ораза ұстауы мүмкін. Мысалы күніне 15 уақыт намаз оқу, 20 уақыт намаз оқу, бұл шариғат дейді. Шариғат әртүрлі болды, бірақ негізгі мақсат бір. Алла бір, соңғы елші Мұхаммед деген сияқты. Кейінгі жаңа діндер, олар енді тіпті пұтқа табынушылық бар ғой, Индияда болсын, басқа жерлерде болсын, соның түп тамыры жалпы осы неден шығады, асыл діннен шығады. Өйткені қалай деген кезде мысалға ең алғашқы пұттар қалай пайда болды дейді. Мысалға Адам ата, одан кейін Нух алейхиссалам, одан кейін Ыдырыс пайғамбар, сөйтіп адамдар сәл азғындала бастады. Өйткені пайғамбарлар дәуір сәл алыстап кеткен сияқты. Сөйтіп адамдар айтты, біздің олардың дәуірінде бір салиқалы адамдар өмір сүреді ғой, бір әулиелер дейік. Солар тұрған кезде адамдар азғындыққа түспейтін. Олар қарайды да ұяласың ғой. Мысалға қарапайым бір ұстаздың қасына 1 сағат тұрсаң, одан кейін бір Инстаграмға ұялып қаласың, қой жаңа ұстазым сөйлесіп қойдым, ұят болады деп ше. Ол кезде сондай бір әулиелер болды да. Енді олар әулиелер кетіп қалғаннан кейін адамдар сәл азғындала бастады. Азғындық көбейгеннен кейін адамдар ойлады, осы біз әулиелерді ұмытып бара жатқан сияқтымыз, онда ол да бүйтейік, олардың мүсіндерін салайық деді. Мүсіндерін салды. Бұл көрген кезде есімізге түсіп тұрады, сәл азғындық тоқтатамыз. Сөйтіп олар қараған сайын азғындық азайды, сөйтіп ол ұрпақ кетті. Екінші ұрпақ басталды. Қарайды, не үшін тұр мыналар дейді да, мүсіндер. Білмейді. Үшінші ұрпақ түсінбейді тағы да. Төртінші ұрпақ ойлайды, мыналар бір құдайлар екен, бұл сеніп кетейік. Өйткені солай басталады да, жаймен. Басында оның мақсаты болуы мүмкін, бірақ кейінгі ұрпақтар оны бір құдай санап кетеді да. Сол нәрсе проблема басталған. Бірақ та бір ұстазымыз жақсы бір слайд жасаған кезінде Будда бар ғой, солардың ескі жазуларында Мұхаммед деген жазу бар дейді. Буддада. Енді бүкіл христиандық дін болсын, яһудийлік діннің негізгі мақсаты адамдарды бір монотеистік дінге дайындау, бір құдайлыққа. Мысалға Иса пайғамбар келместен бұрын, христиандық келместен бұрын жаңағы не дейді, политеистік дейді ма, көп құдайлар тарап кеткен еді ғой. Мысалға бір грекияның өзінде қанша құдайлар бар. Оны тіпті ол жерде бір құдай бар деп айту нәрсе ол өте опасты нәрсе. Былайша айтқанда радикальный болды да ол жаңағындай. Сөйтіп қиын болды сол заманда, бірақ та адамдар сәл түсіне бастады. Бір ол мәселе бір соңынан бармай қалған сияқты болды. Иса пайғамбар бір құдайға дайындап кетті адамдардың барын. Сөйтіп 5 ғасырдан кейін пайғамбар келді, адамдарға сәл қабылдау түсінігірек болды да. Иә, бұрында айтқан ғой, өйткені Иса пайғамбардың Инжилде де келген, Тауратта да соңғы елші Ахмад деп келеді, Мұхаммед деген келген. Ол соңғы елші болып келеді деген. Оны христиандардың өздері де мойындайды, яһудилердің өздері де мойындайды деген зат. Бірақ та жібермей тұрған нәрсе не? Жүректе қарсылықтық қой. Мысалға айтады да, абсолют түрде атеист жоқ дейді. Абсолют түрде. Неге? Өйткені Алла тағала бізді жаратты ғой. Әлмисақта біз уәде берді Алла тағалаға. Сен біздің Раббымызсың, біз сенің құлыңбыз деп.
сол кезде сол бір жад байт дейік, мысалы бит дейік, мысалға мегабайт деген сияқты адам миында қалады бәрібір де. Мысалы қарайтын болсақ, Африкада болсын, басқа Австралияда болсын, кезде аборигендер бар, біреу күнге табынады, біреу айға табынады, біреу жаңағы жұлдызға табынады. Не үшін табынады? Смысл не? Өзінің аңын аулап, жұмысын жасап жүре бермей ме? Өйткені өйтіп жүре алмайды да. Жүрек бәрі қалап тұрады да, сен құдайың бар ғой, тауып ал деп ше. Өйткені жүрек солай жаратылған ғой. Соны іздейді да адамдар бәрібір де. Соны таппайды, ана іздейді, мына іздейді. Енді мәселе сол да, адам біз жаратылғаннан кейін оның біз бәрі біздің жүрегімізде алла бір деген түсінік бар. Жаңа айттық қой, олардың жаңа яһудилер христиандардың мәселесіне Құранда келеді, айнат қарсықтық. Біле тұра қабылдамауда мәселе. Білмей тұрған үшін, білмей қалып тұрған үшін тозаққа жіберді деген аяттар ол жоқ та. Біле тұра жасамаған үшін деген мәселе да, мойындамаған үшін. Сол нәрсе көбінесе проблема болып кетеді. Сосын жаңа осы бір Англияда ма қателеспесем осы 2 жыл бұрын көрген бір видеом бар. Мықты мен деген уақытта көп қой, енді ғылымға беріп кеткен атеисттер жиналады да, енді қолдарына не салады жаңа пуль өлшейтінше. Құдай жоқ дегенге айтыңдаршы, жоқ деп айтады, бірақ жүректер тез соғады. Ол өзі қорықпай ақ қойсын, бірақ жүректер қорқады да бәрібір де ше. Ол абсолют түрде айта алмайды. Жүректер шынымен қорқып, өйткені айтады, құлап бара жатқан самолетте атеист жоқ дейді ғой. Сол нәрсе ғой. Бәрібір де ол адам болғаннан кейін оның жүрегі солай жаратылған. Сенің Раббың бар. Құранда да аят келеді. Біз сендерден куәлік алдық қой, сен біздің Раббымсың, біз сен құлыңбыз деп. Әлмисақтан бір мұсылманбыз деген мәселе осы. Сол кезде бізден куәлік алғаннан кейін осы куәлік не үшін? Ертең сендерге куәлік болу үшін дейді. Қарсы куәлік қалай? Мысалға Әлмисақта сендер уәде бергенсіңдер, сол нәрсе жүректе тұрады бәрібір де. Өйткені сен соны білуің керек та, жүректе тұрады, ол нәрсе бәрібір шығады. Бірақ сен оны тұншықтыра берсең, баса берсең, сол кезде проблема сол кезде болады да, шынайы. Атеистте басқа да деген сияқты мәселелер осы жерде туындайды. Айтатын нәрсе негізі осы. Асыл діннің барлығы мақсатының санасы бір, шариғаты әртүрлі. Соңғы асыл дін қияметке дейін өзі ислам діні болып қалады. Иә, жаңа басында айтқандай, бұл енді көп адамға қабылдауға қиын ақпарат. Қиын мәселе, бірақ жаңа айтып кеткеніміздей, бұл ақиқат. Бұл ақиқат. Сенің шындығың басқа болуы мүмкін, ананың шындығы басқа болуы мүмкін, бірақ осы мына ақпарат бұл ақиқат. Құранда аят бар да. Уду иля сабили раббик дейді. Алланың, Раббыңның жолына адамдар шақыр дейді. Мысалға енді ол адам қаяқтан келіп сол жолға түсіп кетсе болды. Әрі қарай ол өзі амалын табады да. Біздің басқа жолға түсіріп аламыз да, енді бүйтіп жүрді жолдан, одан сен дұрыстап жүресің ғой. Жолға түсіріп алсаң болды деп тұр. Ол жолға түсіп алғаннан кейін ол әрі қарай өз амалын тауып кетеді, өз дұрыс жақтарын. Өйткені ешқашанда адам біреудің ықпалымен болмаса, мына бір адамның ықпалымен дінге кірмейді. Алла тағала шынайы жүрегіне хидаят берді, оны тоқтата алмайтын ештеңе болды. Алла тағала жақсылық қалады деген мысалы осы болады да. Енді түсінбей жатқан болу керек, неге ауыр тема қозғалып кетті деген сияқты. Шамам келгенше бұдан кейінгі енді өзім түсіндіруге тырысамын, мен өзім аккаунтым басқа жерде енді не айтқанымды түсіндіруге тырысамын барынша. Абылайдың TikTok аккаунты Талиб KZ, нүкте KZ. Талиб деген студент деген сөз ғой. И Instagram дәл солай. Instagram дәл сондай. Сенің бір постың бар ғой, әлеуметтік желілердегі муфти мен муфтиялар деген. Маған ұнайтын тақырыптардың бірі да. Мен жалпы жаңағыдай әр саланың өзінің маманы айтқаны дұрыс көремін, және оны көп таныс достарыма да айтып жүремін. Иә, сен ұстана бер, бірақ уағызды өзінің адам айтсын, өзінің маманы бар ғой, сол айту керек. Өйткені сенің қандай да бір әрекетің ертеңгі, болмаса басқа бір жерде айтқан сөзің, ана айтып жүрген уағызыңның соған уағызың арқылы басқа біреуге кері әсер береді деп. Түсін. Сол біздегі. Андай ғой, мысалға мына нәрсе бар ғой, біреу мысалы намазға келіп уағыз айтып жатса, сен бұрын ішіп жүрдің ғой дейді да. Неге уағыз айтып жатсың дейді. Осы жерде айтып кетейінші қазір. Маған бұл әңгіме де ұнамайды да. Неге? Сонда біз адамға қателесуіне мүмкіндік бермейміз бір. Ол дұрысталса, демек ол дұрысталмау керек. Өмір бақи ол ішіп жүру керек деген сөз да. Мүмкіндік мүлде жоқ. Я дұрысталуға, я қателесуге. Сол нәрсе ғой. Енді ол жаңа айттық қой. Мысалға сен бұрын ішіп жүрдің ғой, төбелесіп жүрдің, неге намаз оқып қалдың дейді. Уағыз не үшін айтып жатсың дейді. Енді ол мақал сөйтіп кетер. Бірақ ол уағыз айтып жүргеннен кейін қайтадан бұзылып кетсең, кеше уағыз айтып жүрдің ғой, не болып қалды саған деп. Бәрібір де екі жақтан хейт болады да. Сол үшін адам енді кімге жауаптысың? Мысалға сен бірінші өзіңнің жаңағы әйеліңе жауаптысың, ініңе, қарындасыңа жауаптысың, соларға айтсаң болады мысалға. Енді уағыз демей ақ қояйын, бүйтіп отырып жазатын уағыз деген сияқты әңгіме айтпай ақ қой. Насихат. Моральдық құндылықтар айтшы ғана.
бүйтпе, мынаны істеме деп ше, мусорды жәшікке таста деген сияқты. Мысалға анау Арбаттың бойына өтемін ғой, жүрегім ауырады ше, мусорный жәшіктер толып жатыр да, оған мысалға ана кәдімгі шашылып быт-шыт болып жатыр. Ол қарапайым әшейін құндылықтар ғой, оны жақсы жасамақ. Сондай бір жақсы нәрселерге үйрете білсек, олардың адамға мысалға қарапайым адамға жақсы нәрселерді көбірек үйретсең, оның дінді қабылдау жеңілірек болады. Өйткені дінде жақсы нәрселер көп қой. Сол үшін жүрекке өте қондырақ болады да. Сол үшін енді мейлінше діни маман емес па, сол саланың маманы болмағаннан кейін діни салада уағыз айтпаған жөн. Өйткені ол заңнама бойынша дұрыс емес негізі. Кәдімгі миссионерлік диплом болмағаннан кейін, басқа болмағаннан кейін оған бір уағыз айтуға тыйым салынған негізі. Бірақ енді қазір бір массовый поражение деген барлығы айта беретін болды ғой. Ана Ершін ұстазым жақсы айтады да, қазіргі әлеуметтік желі Facebook әр адам жеке мінбері болып кетті дейді да. Мінберге мініп алады да, білген айта береді болды. Не біледі соны айта береді. Бірақ ол дұрыс емес шынымен де. Сен ертең бір нәрсені қате беріп, кезінде үлкен ұлы ғалымдарымыздың өзі бір мәселеде фәтуа беруге қорыққан. Маған бұл сұрақты қойма, мен бұл сұрақтан құтқар, жауап бергім келмейді, мен білмеймін деген сияқты сұрақтармен өте қатты қашқанда сұрақтан. Өйткені ол фәтуа берушінің бір аяғы тозақта, бір аяғы жәннатта деген хадис бар да. Сен Алланың дініне теріс қарай фәтуа беріп қойып жүріп, өзің адастырасың, бір басқаны адастырып жүресің да, екі. Сол үшін енді қарапайым қазір біздің өзімізге, енді мен өзім мысалы бакалавриатта 4 жыл оқыдым, дайындық курсында оқыдым оған дейін, қазір магистрда оқып жатырмын. Әлі дін туралы сөйлесуге қорқамын мысалы. Кәдімгідей қысынасың да, енді біртүрлі ғой айтқан деген. Бірақ бірінші курстың кезінде ол фәтуа бере беретін та, ең басында. Енді адамдардың қазір көбінесінде мәселе сол ғой. Адам бірінші курсында муфти болады да, төртінші курстан кейін өзінің надан екенін сезе береді да. Сол просто адам өзінің енді дін саласында фәтуа бермей, мен айттым, TikTokқа кіруге ең бір себеп болған сол дұрыс емес фәтуа беріп, діни дипломы жоқ, басқа саласында маман емес адамдардың сөйлеп жатқанында. Өйткені бәрібір де сен сөйлемегеннен олар сөйлейді. Енді ол қазір біз ұстаздардан айта алмаймыз. Мысалы Рисабек ұстаздарға, Ершін ұстаздарға неге TikTok кірмейсіздер айта алмайсыз. Ол үлкен кісілер ғой олар деген. Сол үшін енді шамамыз келгенше біз кірісуіміз керек. Өйткені бір жақсы сөз бар да бір бауырымыздың. Мұсылмандар Инстаграмға барса Инстаграмға барамын дейді, TikTokқа барамын, айға ұшса айға барамын дейді. Қай жерде олар актуальны? Мен сойқа барып уағыз айтамын, сойқа барып дұрыс әңгіме жеткіземін дейді. Уағыз дегеннен бұрын енді халыққа біз бірінші уағыз, одан кейін білім береміз да, барынша білім беруге тырысамыз. Қазір ислам білімге қарсы, ғылымға қарсы деген әңгіме бар ғой. Исламның ең бірінші ұранында білімге, ғылымға арнау. Айттық қой, бірінші аят оқы деп түсті. Бірінші аят оқы деп түсті. Яғни оқуға көбірек көңіл бөлу керек та. Сол үшін барынша шамамыз келгенше енді сізде сізден Алла разы болсын, барынша пайдалы ақпарат подкасттар жүргізіп жатсыздар ғой. Подкасттарын шамам жеткенше көрдім. Барлығы да енді халыққа көзін ашу, сауаттандыру деген мақсаттар ғой. Соның барлығы кешеде мысалға қаржылай сауаттылық жайлы бір жарым сағат, ол кәдімгідей бір платный марафонның курсының әңгімесін айтып тастады ғой мысалға ағамыз. Енді сондай бір жақсы контенттер көбейе берген қалаймыз да, соны тілейміз енді барынша. Мен өзім бұрын былай айтатынмын, кез келген адам 100 000 подписчик жинаған кезде мен біреуге ақыл айта аламын деген иллюзия. Иллюзия пайда болатын сияқты. Мен 100 000 адам бар. Демек мен ақылдымын. Мен айта берсем болады деген сияқты. Ол бұрын еді. Қазір мен ол нәрсені 20 000 адам, 20 000 подписчик жиналған кезде байқап жатырмын да. 5 000 подписчик. 5 000 көретіндер бар. По поводу сотрудничества 50 директор жазып тұрады ғой. Содан кейін сәл енді бірақ олардың әр подписчигіне кіріп айта алмайсың ғой. Сен бар, немесе мешіттен имамнан сұра, немесе мынандай сайттар бар, мысалы жаңағыда Фатуа KZ деген сайт бар ғой. Фатуа KZ сайт бар. Бар. 24/7 жұмыс жасайды. Муфтияттың өзінің сайты бар. Көп қой. Бірақ тыңдауға тартып тұрады да, мынау танымал ғой, осыған сенеміз деген сияқты. Содан осындай дұрыс емес ақпараттардың таралуына көп әсерін тигізіп жатыр. Қазір андай ақпараттық детоксикация нәрсе бар да. Мысалы детоксикация не? Ақпараттан тыйылу емес. Ақпаратты кім айтып жатыр? Ол не айтып жатқанына мән беру керек нәрсе да. Мысалы Құранда аят келеді да. Сендерге бір пасхадан бір ақпарат алып келсе, оны бірінші қараңдар. Фатабайну аудармасы, қараңдар, зерттеңдер, ақпарат дұрыс па дұрыс емес па деген мәселені қарау керек. Шынымен де кім айтып жатқанына, енді қалай айтып жатқаны, ол ақпарат шынымен дұрыс па дұрыс емес па, соны шынымен мән беру өткенде шынымен де айттық қой. Подписчиктің оқырманның көптігі адамға бір иллюзия сыйлайды. Сен қалама, ойлайсың, менің орным бар екен, өзімнің әлеуметтік медиада бір айтатын сөздерім бар екен, мені адамдар тыңдайды деген зат бір жалған иллюзия болады да. Өткен сол муфтилер жайлы постта жазып қойған едім ғой. Подписчигі көптік, білімі жоқтық азарардан боласың деп бір мақала. Сондай мәселе ғой енді, подписчик көбейген сайын білімі жоқ болса ол қиын шынымен де. Сол үшін енді барынша айттық қой, адам мықты шыңдалу үшін де, мемлекет жақсы шыңдалу үшін де әр адам өз саласының маманы болу керек. Сол кезде шынымен де берік мықты қоғамда
дамиды даже. Біз жаңағы енді тәуелсіздік алған кезде негізі түрлі жаңағы діни нелер, конфессиялар дейміз ба, ағымдар кіріп кетті ғой енді ол кезде қатты ашық болды ол кезде. Енді қазір уже тәуелсіздікке 30 жыл былай аяққа нық тұрып келе жатырмыз ғой. Нұр Мүбарак университетінің өзінің қаншама пайдасы тиіп жатыр. Өзің сияқты жігіттер, жастар оқып білім алып, немесе қазір шетелге барып оқып келуге де мүмкіндік бар. Соншама былай айтқанда мамандар нарыққа шығып жатыр ғой. Бірақ жаңағыдай басқа блогерлер емес, сол подписчигі аз болса да сол майданда жүрген бізде көбінесе ұялады да сол блогер болып кеткен соң кеседі, асқа қылады, содан кейін ұялады көбінесе. Бізде бір нәрсе айтуға, сөйлеуге, сосын адамдар бізді тыңдамайды дейді, айтамыз. Адамдар тыңдайтындай формат істеп берсең, адамдар тыңдайды ғой. Дұрысырақ формат істеп берсең, айтқанда бүкіл азғындық атаулысы 4К-мен сөйлеп жатқан кезде неге уағыздарыңды 360-мен сөйлесіңдер деп айтамын ғой. Айтып қояйын қазір. Мен де барынша қазір айтайын, енді тыңдайтын адамдар болады шығар. Видеографтардан ақша аямау керек. Өйткені сен контент дамытатын солар. Бізде ақша аямыз, тегін түсіріп берсе екен, басқа қылса екен. Олай емес. Сен видеографқа қаншалықты көп ақша берсең, соншалықты оның креативі өсе береді, көбейе береді. Сол үшін алла үшін жасап бер деген дұрыс қой, бірақ та сондай нәрсені көтеріп, кім шынымен де контентті дамытылады, сондай адамдарға көбірек фокусқа акцент қою керек, соларды дамытуға деген сияқты. Сол нәрсе көбінесе айтқым келеді. Мен де айтып жүрмін, жаңағы қазақша контентті біз бейшара қылып емес, шынымен де қымбат қылып көрсетіп, сапалы. Адам көргенде қызығатындай, болмаса көзі рахаттанатындай қылып беруіміз керек та, ұсынуымыз керек. Сол кезде мысалға мен ағылшын тілінде негізі қатты түсінбеймін негізі. Деңгейім орташа, бірақ ағылшындардың контенттерін қараймын, түсінбесем де өте мықты түсіреді да, кәдімгідей несін қараған әшейін видеосына қарап отыра бергім келеді да. Анау жерде 4К-мен түсірген кезде 1080p ол вообще әдемі көрінеді да шынымен де. Томас Франк бар. Бізде сол айтатын, енді шынымен де контент жасағысы келген балалар болатын болса, оқыған білім бар балалар болатын болса, халыққа берсін білім барынша. Халыққа берсін. Ең бірінші біздің мақсат халықтан алға салу ғой. Сол үшін енді мысалға қарапайым қалай таңертең жұмыс жасау керек, кітапты қалай оқу керек, қалай мысалға уақытын реттеу, сондай бір контент жасаса болады да. Шынымен де адамға пайдалы беретін контент жасап жатсаң, сапалы түрде адамдар көреді, оған баға береді, басқалар соған ере бастайды да. Ең басты сен өзіңді бір сүйікті қылып көрсете алсаң болды. Сол жерде енді халықтың алғысын алу, сүйікті көрсету, одан кейін сен сондай бір не болғаннан кейін сен жаман нәрсе айтуға қорқасың. Болды. Сені халық тәрбиелеп қойды деп болады да. Сен басқа халық тәрбиеледің ғой, кейін халық сені тәрбиелеп қойды да, болды. Сөзінде барлығы жинақы болады. Мен негізі өзім ең жиі баратын мешіттердің бірі сол Нұр Мүбарак мешіті. Бір жұма намазынан кейін ба, бір сол студент келіп, енді амандасып сөйлесіп жатырмыз. Сол кезде маған айтады да, мен Алматыға енді келген кезім Астанадан көшіп келген кезде. Түнгі студия жобасында істедім ғой. Сол кезде ол жігіт сұрап жатыр менен, түнгі студияда істейтіндер намаз оқи ма не дейді. Мен айттым да, түнгі студия көретіндер Нұр Мүбаракта оқи ма не дейді. Рас қой. Бізде сондай бізде жаңағыдай әңгімеге келіп шығады ғой, идеализировать етіп жіберу. Не былай асыра сілтейміз, немесе қатты шектен шығып кетеміз деген сияқты. Енді Нұр Мүбарак университетінде ол қай жылдан бері? 2001 жылдан бері. 2001 жылы ашылды. Египеттің Хосни Мүбарак пен Нұрсұлтан Назарбаевтың екеуінің қолдауымен Нұр Мүбарак. Соның қолдауымен ашылған. Мен 93 деп ойлаппын мен. 93 жылы оның несі қаланып қойған. Не дейді, тас дей ма бір, осында 2001 жылы құрылыс болады деген. Фундамент, сондай бір жазу тұр кіре берсе. Ол жерге оқуға түсу дейміз ба, қабылдану, студенттерді қабылдау. Қабылдану екі не бойынша өтеді. Біріншісі ұбт-ға қатысу. ұбт тапсырады міндетті түрде. Мысалы бізде қазақ тілі мен тарих тексереді. Одан кейін шығармашылық емтихан деген болады. Шығармашылық емтиханда сенің мақсаттарың сұрайды, не үшін оқып жатсың? Не барасың, мысалға жұмысқа тапсыруға барған кезде біз сен не үшін жұмысқа алуымыз керек дейді ғой. Сондай сұрақ қояды да, біз не үшін оқуға алуымыз керек дейді. Олардың діни білімін тексереді, радикалды ағымның үлесі бар ма, жоқ па, соны тексереді. Шынымен де қатысың бар ма? Ол бір қатысы болса жоқ, қабылдамайды сен. Сондай бір нәрселер болады. Одан кейін Нұр Мүбарак университетіне 4 жылдық оқу жоғары. Бізде Мысырдан кейін 20-ға жоқ араб ұстаздар бар, докторлар барлығы. Әрқайсысы өзінің маманы. Бұл ұстаздардың бір алатын жері
біз алу керек шығар шынымен де. Олар өз саласына қатысы жоқ қой, араласпайды болды. Мысалға фиқ деген бар, ақида деген бар, ақида маман фиққа араласпайды. Бұл мен білмеймін, ана ұстаздан барып сұра дейді. Сондайда әрқайсысы мейлінше өзінің саласына мықты ма, сол салаға жауап беруге тырысады. Сосын біз университеттің бір жақсы жері жан жақты ғой енді, 4 жыл діни фундаментін алады. Одан кейін алғаннан кейін ол көбінесе мен байқағаным, Нұрмаракты оқып барлығы имам ұстаз болып кетпейді. Мысалы жаңа Кезет Бәкеева бар, логотип жасайтын, әрқайсысы өзінің бір орын тауып алады да. Мен бір байқағаным, Нұрмаракта жүрген кезде адам өз-өзін тауып алуға көбірек көмектеседі. Жақсы ортаны көреді, басқаны көреді. Көбінесе біз сол Ардақ Назаров болсын, жаңа Сырымбек тауып аламыз. Нұрмаракқа келді, айтатын ең бір сөздері аурасы мүлдем бөлек дейді. Жүрегін тыныш табады. Өйткені бізде парақорлық деген атымен жоқ. Бізде қарапайым Нұрмарактың ішінде телефон зарядка қойып кетуге болады, коридорға ешкім алмайды оны. Қойып кетсең болады, ешкім алмайды да, оны қарамайды да. Сондай бір ортада ол, адам бір-біріне қиянат жасамайды, көріп сол нәрсені Нұрмарак жақсы не істейді. Қазір көбінесе жастарымыз сұрайды, өз-өзін таппай жүрмін, не істесем болады. Сондай бір жерде Нұрмарак енді адам өз-өзін табуға көбірек бір көмектесетін жер. Өйткені сен кез келген мұңыңды барып ұстаздарға айтсаң, ол саған жауап беруге тырысады. Кәдімгідей сен проблеманы шешуге тырысады барынша. Алла қаласа күн сайын дамып жатыр ғой Нұрмарак. Кейін осы бір әзір емес, бір 10-15 жылда мықты кадрлар дайындалады. Шынымен де кәдімгідей халыққа жанашыр, сауатты түрде жете салатын адамдар енді жеме шығып жатыр да, енді шығып жатыр. Біз енді жаңағы ол діни университет болған кейін біз ойлайды ғой енді ол жерде миларын улап жатыр, жаңағыдай бұлар ана жақтың сарбаздары деген сияқты сондай жалпы оқу процесі ол қалай жүреді мысалы үшін? Оқу университеттің стандарты бойынша. Мысалға бірінші курста бізде діни сабақ, бір-ақ сабақ бар, діни сабақ. Қалған барлық жаңағы психология, информатика, даже код жазуды үйренеміз. Біз информатикада сайт жасауды үйренгенбіз бір. Сондай психология, информатика болады, одан кейін қарапайым тарих болды бізде, қазақ тілде, орыс тілде, ағылшын да болады бізде. 4 тілді бірге алып шығуға тырысады ғой бізде Нұрмаракта. Бірінші курста қазақ, екінші курста, екінші семестрде орыс тілі, ағылшын тілі міндетті түрде. Одан кейін араб тілі, ол 10-да 24-те жеті оқуымыз керек. Сондай бір нәрселер бар да. Енді бізде кәдімгі университет стандарты бойынша ешқандай бір сарбаздары басқа емес, кәдімгідей университетке келіп жазылып тұр, қандай сабақтар өтетіні. Фиқтан осындай адам береді, ақидадан осы кісі береді, Құран тәпсірінен осы кісі береді, хадистен осы кісі береді. Біздің барлығымыз мақсат, біз ұстаздар айтатын, егер Нұрмаракқа келіп өзім үшін оқып кетемін дейтін болсаң, оқымай ақ қой, кете бер дейді. Сен Нұрмаракқа келген мақсатың сен халыққа дұрыс білім беру дейді, халыққа пайданы әкелу. Халыққа пайда бере алмайсың ба, қазірден оқудан шығып кет, біреудің орнын алма дейді. Халыққа пайдасы біреуге оқысын дейді. Бізде бүкіл мақсат енді альтруист қылып шығаруға тырысады да, өзіңді ойлама, халықты ойла деп ше. Өзіңді бірінші ойлайсың ғой, бірінші өзіңді құтқарасың, одан кейін халықты ойла жаймен деп. Халыққа пайдалы білім бер, жаның ашу керек деген мәселелерді қозғайды шынымен де. Енді жаңа фих ол намаз қалай дұрыс оқу керек, оразаның шарттары, намаздың шарттары, дәретін. Иә, бір юриспруденция деп аударады ғой қазір. Ақида ол? Ақида сенім. Пайғамбар жайлы сенім, Алланың есім сипаттары, осыны ақырет жайлы сенім, дәжжәл бар, қиямет қашан, сондай мәселелерді қозғайды. Маған арасындағы жарнамаға ренжитті ме етемін, жарнаманы мен қоймаймын. ютубқа өзі жарнама қояды. Ютуб қазір ешкімнен сұрамайды, жарнаманы қай жерге қояды, қалай қояды, қандай жарнама қояды, өзі біледі да. Егер менде жарнама болса, мен не жерде болады жарнама. Мен осы жерде өз аузыммен айтамын. Маған ренжімеңдер. Сосын жаңағыдай жалпы адамдардың айтатыны дін неге көп нәрсені шектей береді дейді. Негізі шектемейді. Сондай түсінік бар ғой, енді сол нәрсені миф дейміз ба, не ол сол мына түсінікті қалай жоққа шығарамыз, немесе стереотип десек. Стереотип. Немесе соған қандай жауап айтамыз? Негізі андай нәрсе да. Бізде харам нәрсе бар, халал нәрсе бар, дұрыс па? Арам, дұрыс. Кәдімгідей нақты конкретно белгіленген. Мынау харам, мынау халал. Енді хадистерде арасында күмән нәрселер бар. Білмейсің, то ли харам, то ли халал, ана KFC-дің несі сияқты ғой, тауық сияқты ғой, білмейсің да, халал, харам, сондай бір несі. Енді бұл жерде мынандай нәрселер бар да. Бізде көбінесе харамды көп көріп қалғанымызда, нау болмайды, арақ болмайды, ана болмайды деген сияқты. Бірақ та ойланып қараса, тек арақты бізге арақ вино харам етті да. Бірақ басқасын іше бер, сусындарды іш, компот, ананы іш, мыңдаған сусын бар ғой басқа. Именно ішіндегі арақ харам, соны көріп қаламыз, сосын шектеу көп екен деп. Оның орнын басатын бірнеше аналог бар да. Я болмаса айтады мысалға, зина харам, қызға баруға болмайды, көп нәрсе айтады да. Бірақ саған әйелді халал етіп қойды, шаман келсе 4 әйелге де ал, енді шаман келсе бір әйелмен шектіруге де болады. Енді оған тағы хейт бұлар, мыналар да көп әйел айта береді, шектір осы деп. Бүкіл хейттер өзіміз айтып жатыр ғой. Енді сол нәрсе да біз Алла адал еткен нәрселер өте көп.
бірақ біз көбінесе харамды байқауға тырысамыз да, өте көп. Шынымен де көптеген бір харам нәрселерге қарапайым аналогтар мыңдаған ғой. Шынымен де орнын басатын нәрселер ше. Енді шектеп тастайды, анау болады, мынау болады деген емес. Шынымен де дін мәртебесін шектесе, оған міндетті түрде баламасын береді. Міне мынаны істеме, бірақ мынаны істе деген сияқты. Бірақ бізде проблема не? Дін мынаны шектеген дейміз, оны орайын так не береміз. Ойланып қаласың, мысалы, бірақ дін бізге шошқаны харам етті ма? Сиыр халал, жылқы халал, түйе, бәрін жей бер, ешкі қойды, бірақ шошқаны харам етті да, біз именно ішіндегі шошқаны харам екенін көріп қаламыз да. Сол нәрседе ғой проблема. Басқа адал еткен нәрселерді көре білу керек. Тағы айналып келген кезде о басқа жаңағы критикалық ойлау дейміз да, басқа жақ қабылдау дейміз ба, сол нәрсе. Дін қатты шектемейді. Дінді жақсылап оқып, уағыздар тыңдап, дәрістерге қатыса білсеңіздер, ертең жеңіл екен ғой деп қаламыз да. Мысалы фиқ бар ғой, кәдімгідей жаңағы юриспруденция, шариғат, өзіміз жыл сайын оқып тұрамыз, 2-3 кітап тағы оқимыз. Мә кәдімгідей жеңілдетіп қойған екен ғой біз үшін дейміз да. Мысалы қарапайым мәсінуді айтатын болсақ, енді жолға шығатын болсаң, аяғыңды жумай 3 күн жүрсең болады да, мәселе. Бұл бізге берген жеңілдіктер көп. Жолда сапарда жүрсең бе, ораза ұстамай ақ қой. Бізге ана хадис келеді ғой, дін бұл жеңіл дейді. Хадис келеді, инна хаза дин матин. Бұл дін дегеніміз бір жойқын күш сияқты дейді да. Фауғилу фихи биррифқ. Арабшадан айтып жатырмын, мен адамдар арабша білетіндер болса түсініп аласыз. Дін бұл жойқын күшке ие дейді да, қатты нәрсе. Бұған бір жұмсақтықпен кіріңдер дейді да. Сразу мынау харам қылып тастады, мынау қылып тастады емес. Шынымен де бір даналықпен кіру керек та. Даналықпен кірген дегені қалай? Даналықпен мәмір көретін нәрселерге. Мынау болады екен ғой, негізі жеңіл екен ғой деп тек қана харамды көре бермейміз. Не нәрсе халал соны білу керек. Көбінесе сол мынау харам екен біліп алсақ болды, бірақ харам аз да халал көп. Біз харам не үшін бірінші айтамыз? Соны істемесең болды, қалған бәрін істей бер деген әңгіме ғой болды. Соны істемесең болды, қалған бәрін істей бер. Енді қалған не істеймін деген кезде сол кезде мынаны істеймін, біз бере алмай қалатын шығармыз. Мәселе сол. Біз просто қателігіміз деймін ба, балама ұсына алмай қалып жатамыз. Соға мәселе. Харам дейміз да, оның орнына не ішсем болады дейді. Мысалы, сол кезде ғой мәселе. Арақ ішпе, енді оның орнына басқа нәрсе іш. Мысалы, халал нәрселер көп қой жерде. Дүкенге кірсең мыңдаған сусын бар ғой. Не ішсең де өзің біл. Күшті. Жалпы бүгін әңгімеміз өте жақсы болып жатты. Енді қорытынды әңгіме осындай түрлі айналада саблазың көп заманда нәпсімен қалай күрескен дұрыс? Нәпсімен күрестің бір ғана жолы негізі триггерлерге қарсы жұмыс істеу, триггерлерден айырылу. Триггер деген қоздырғыштар ғой. Инстаграм болсын, тикток болсын, адамды бір жаман әрекетке итермелейтін нәрсе ол жаңағы триггер, қоздырғыштар. Сен бір мысалы жарты қызды көріп қалдың ба, одан кейін сен өте беруің келеді ары ақтарып, бірақ та кейін ана қыз жалаңаш көргің келеді мысалға. Ол ми солай жұмыс істейді да, бір нәрсеге фокус қойды ма, одан кейін ода эмоция бөлінеді. Одан кейін бір действие барады да ол нәрсе. Яғни триггер бір жаман бір нәрсе пайда болды ма о баста, мысалы бір көріп қалдың, қыз көріп қалдың, одан кейін сен миың бір зина жасауға итермелеп тұрады да сені. Яғни көрдің, енді соны амал жасау керек деген сияқты. Бұл бәрі триггер қоздырғыштар деп айтылады да. Енді тіпті бір біздің ғалымдарымыз осы нәпсі қалауға күрес өміріне арналған ғалымдар бар да, кітаптарын соның барлығын арналған. Айтады да, жалпы ең бірінші триггер көз қарау емес дейді бір нәрсеге, ой дейді. Ой, бірінші ой. Сенің бірінші ойыңды итеріп таста дейді. Жаман ой келді ме, бүйтсе қайтеді деген. Бірден итеріп тастамасаң, одан кейін шаман келмей қалады оған. Бәрі жеңіл нәрседен басталады ғой, бірінші ойда. Кез нәрсе солай ғой. Ауру болса да жеңіл кезінде емдеп тастасаң жақсы да. Ол жаңағы триггерда бір нәпсі қалауларда бұл басында бір жаман ой сияқты ғой. Оны басына итеріп тастау керек, одан кейін жеңілірек болады. Бірақ ол оған түсіп қойғаннан кейін онымен күресу әлдеқайда қиын болады да. Бірақ біз нәпсімен толықтай қатты күресіп өмір бақи өтеміз деген нәрсе жоқ. Біздің мықтылығымыз сода да, нәпсі қалауына беріліп қоясың, бүкіл неге беріліп, бірақ та кейін тәубе етесің, қайтадан құлшылық қыласың. Шайтан азғыратын нәпсі қайтадан беріліп қой, қайтадан бірақ сөйтіп былайша айтқан кезде кемелденесің ғой жаймен. Өйткені Құранда аят келеді да, Алла тағала көбірек тәубе етушілер жақсы көреді дейді. Тәуабин деген бар араб тілінде. Сосын тәуаб деген бар, тәиб деген бар да. Тәуаб деген күшейтіп айтылған, көп тәубе етуші. Күнә жасап қояды, қайтадан тәубе етеді. Күнә жасап қайтадан тәубе етеді. Ал тәибин деген мысалы бір тәубе етеді болды. Бірақ та Алла тағала ондайларды емес. Өз нәпсі қалауына беріліп қояды. Бірақ қайтадан тәубе ететіндер көбірек жақсы көреді дейді. Енді бұл жерде күнә жасап тәубе ете беретін нәрсе емес. Ол нәрсе ол дінге мазақ ретінде болады да. Мен қайтадан тәубе ете саламын ғой деген. Ол нәрсе дұрыс емес. Шынымен де бүкіл амалдан жасайсың, бүкіл факторлардың көзін жұмып тастайсың. Одан кейін амал жоқ. Енді бүкіл несін жасап қойып күнәға беріліп қойып жүрсең, ол жерде өз-өзіңді базға кетпеу керек та. Қайтадан тәубе ету керек. Күнә жасап қайтадан тәубе ету. Мысалға біздің мықтылығымыз осы жерде. Мысалға қарапайым адам өз-өзіне зерттеу жасайды ғой. Мысалға бір ай қанттан бас тартады. Я болмаса бір ай диета ұстайды, немесе бір ай бойы жаттығу жасайды. Адам сол кезде мысалы 10-шы күні, например, қантты жеп қойды дейік.
тастап кетуі мүмкін да, болды құртылды деп. Бірақ адамның мықтылығы сол жерде дейді. Тастап қойды ма қайтадан жалғастыру болды. Толық тастап кетпейсің. Мысалы енді кішкентай кезімізде ақша жинайсың ғой, кішкентай тиындарды бір ақ жұмсап қойсаң болды, бәрі кетеді ғой, жұмсап жүресің ғой. Одан кейін керек емес деп. Сол нәрседе адамның мықтылығы сол жерде дейді да. Күнә жасап қойды ма қайтадан тәубе ету керек. Үміт үзіп кетпеу керек. Болды, мен оңбаған адаммын, Алла мені қабылдамайды, тозаққа кеттім ғой деген сияқты ойлардан аулақ болу керек. Бұл ойды салатын шайтан да ең бірінші. Сол үшін нәпсі қалауына беріледі, берілмес үшін бүкіл амалдарын жасайды. Одан кейін нәпсіге теріс қарай бүкіл амал. Мысалға нәпсімен күрестің ең жақсы бір тәсілі дейді, бұл мұхалафатун нәпс дейді. Нәпсіге қарсы соғу, теріс әрекет жасау. Нәпсіні солай тәрбиелеу керек болады. Мысалға сен шашлык жегің келіп тұр, мына жақта жаңа овсяная каша барды. Мына нәпсіге шашлык жеу оңайырақ қой, соны қалап тұр ғой. Бірақ сен ана овсянканы жесең, сен нәпсіңе сәл былай басқара білдің. Сен нәпсіңнен сәл былай жоғары тұрсың деген сөз ғой. Яғни айтады да, адам бар, періште, сосын хайуанаттар үшеуінің не айырмашылығы бар дейді ғой. Анда періштеде ақыл бар, бірақ нәпсі қалауы жоқ дейді. Адамда ақыл да бар, нәпсі қалауы да бар дейді. Ал хайуанатта тек нәпсі қалауы. Олар көбейеді, ішеді, жейді, ақыл жоқ дейді да мысалы. Енді осы жерде адамда таңдау бар дейді. Адам нәпсі қалауларына ерік бермей оны басқара білсе, ол періштеден жоғары болады дейді. Кәдімгі ақиқат кітаптарында. Егер ол нәпсі қалауларына ерік беріп, азғындыққа белшесінен батса, хайуаннан төмен дәрежеге жетеді дейді да. Сол нәрсе адам бірінші үлкен нәрселерге қарсы тұру үшін кішкене нәрселерден бастау, жаңағыдай өзің кола ішкің келіп тұр ма, ішпе, су іш, оның орнына ше. Сол нәрсе көбірек нәпсіні тәрбиелеуге әсер етеді да. Андай бір Наполеон оқиғасы бар ғой. Негізі Наполеон деп айтады көбінесе. Түнде ұйықтап жатады да кішкентай кезінде. Сөйтіп су ішкісі келеді да. Сөйтіп орнынан атып тұрады да, ойланады, осы мен ішкі қалауым мені басқара ма, әлде мен ішкі қалауым басқара ма деп қайтадан жатып қалады, су ішпей. Сөйтіп тағы ойланады. Осы мен алыстағы құдыққа баруға ерініп, нәпсімен күрес деген оқиғаны ойынан құрап алған жоқпын ба екен дейді да. Қайтадан тұрады, құдықтың қасына барады да, су ішпей қайтадан ұйықтап қалады да. Ана жерде қарап тұратын болсақ, енді адам өз нәпсісін басқарса, бұл әлем басқарылады дейді да, қарапайым. Сол үшін жеңіл нәрселерден бастай білсе, үлкен нәрседе басқару оңайырақ болады шынымен де. Бүгінгі жаңа әңгімеңде сен негізінен жаңағыдай шетелдік ғалымдардың білім солардың сөздерін мысалы келтірдің ғой. Өткенде менде жаңағыдай Ескендір Бестай мырза келген кезде де ол кісі сондай шетелдік ғалымдардың комментарий оқыдым. Ағылшын той болыпты ғой деген сияқты комментарий. Не үшін бізде Абай қайда деген сияқты сондай сұрақтар болды да. Енді осы подкасттың астында сондай сұрақтар болуы мүмкін. Оларға қандай жауап береміз? Негізі біздің айтып жатқан мысалға Құраннан дәлел келтіреміз, мысалға аят хадистер айтамыз, одан кейін батыс ғалымдарын келтіреміз. Негізі андай нәрсе ғой. Барлығын айтып болды, мына біздің зиялылар айтқан екен десең, мықтырақ әсер етеді. Сол үшін бірінші айтып алайық, осындай андай ғалым айтқан екен, бірақ оның барлығын біздің зиялы қауым өкілдері айтып кеткен. Бірақ олардың көбісі архивта, я болмаса бізге жетпеген. Біз оны азырақ оқығанбыз, енді барынша оқуға тырысып жатырмыз, бірақ та біздің қазақ зиялыларының өзі сол заманның лидерлері ғой, номер 1 болған. Әрқайсысына бір сериал түсіруге болады да шынымен де. Мысалға бізде қазір өткенде рухани жаңғыру деген бағдарлама болды ғой. 100 кітапты ма қазақшаға аударды қазақ тіліне. 100 батыс әдебиеті, ана Стивен Ковин кітаптарын аударды, жаңа Брайан Трейси кітаптарды аударды. Бірақ аударып қойды қазақ тіліне. Енді соны ұсыну ғана қалып тұрады да. Осыны оқыңдар, сендерге білімге кәдімгі әсер етеді деген сияқты. Мысалға Умница Уилл Хантинг деген кино бар ғой. Умница Уилл Хантинг кәдімгі. Сол киноны көріп алып, сабақ оқып, тарих оқып кеткім келеді да. Енді сондай бір қазақ бір контент ұсынар кинолар болса, зиялылар туралы сериалдар болса, енді шынымен де олар жайлы бір мықты сериалдар түсіруге болады ғой. Білімге ынталандыратын, заманында озық болған жайлы түсірсе, онда шынымен де біздің білімге деген ынтамыз көбірек ашылатын еді да. Енді сол нәрсе әрбір зиялы жайлы да әрбір олардың айтқан сөздерде бұл алтынмен тең ғой негізі. Жаңа мысалы біз педагогика саласында енді бәрібір уағыз айтқаннан кейін сен педагогика білуің керек та, қалай дұрыс айтасың, қалай не айтасың. Сосын жаңа бала тәрбиесі болған басқа бола ма, енді сол жерде жаңа Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабы бар ғой. Енді одан артық кітап көрмедім, мен оған дейін оқыдым ғой, Карнеги анау мынау. Шынымен де Мағжан Жұмабаев аталарымыздың кітабы, жаңа Әлихан Бөкейхан Ахметжанның кітаптары, енді айтқан сөздері шынымен де күштірек әсер етеді. Бірақ соны халыққа тек қана бір аз аудиторияда емес, бір кітап оқитын клубтарда ғана емес, шынымен де осындай медиада айтылу керек. Айтылу керек, ол хейт шынымен де қабылданатын хейт, ол неге айтпаймыз деген. Біздің айтпайтынымыз, біз сол нәрседе біліміміз сәл аздау шығар. Кезінде мектепте қызыға алмаған шығармыз бәлкім, бірақ қолымыздан келгенше тырысамыз, осы 1-2 жылдың көлемінде шығар. Сол нәрсені көбірек қолдануға тырысамыз барынша. Біздің қазақ зиялылар. Басқа батысқа, басқа жерлерге мұқтаж болмайтындай біздің зиялылардың сөздері бар да. Соны амал ететін болсақ. Бірақ та Бауыржан Әли ұстазымыз сөз бар ғой. Қазақ болса емейді, мұсылман болса емейді дейді.
мысалы шылымшек деп шәкәрім айтты ма, арақ іште абай айтты ма дейді ғой мысалы. Шынымен де ғой, енді қазақ зеланд сөзі шынымен де тыңдайтын болса халық, өтімдірек болатын болса сол сөз көбірек айтылатын еді да. Бәлкім оның сөзі өтілмей жатқан шығар, одан кейін адамдар көп айтпайтын шығар сол сөзді. Сол нәрсе мүмкін да. Мысалы қазір біреуге Стивен Кови былай айтты десең қабылдау мүмкін да. Стивен Кови өзін элита сезінеді да адамдар. Ал егер абай айтты десең, абай не айтпады, бәрін айтып отыр ғой деген сияқты әңгіме айтады да шынымен де. Бәлкім сол нәрсе шығар. Шынымен де халық қабылдай алатын болса бір нәрсені, ол нәрсені айтуға болады шынымен де. Бірақ біз енді мақсат халық қабылдасын, қабылдамасын, зиялылардың сөзін бәрібір де жақсы упаковать етіп жеткізу халыққа. Жақсы медиа ұйымдастырып беру деген әңгіме ол. Иә, Абылай, көп рахмет бүгінгі айтқан әңгімелеріңе. Өте миға қонымды, жаңағыдай жететін жеріне жетті деп ойлаймын енді көріп отырған адамдар немесе тыңдап отырғандар. Apple подкасттан, Google подкасттан, Яндекс музыкадан тыңдасаңдар да болады. Бүгінгі Админ Анон подкастына келгеніңе көп рахмет. Бүгін Админ Анонның қонағы болған Нұр Мүбәрак университетінің магистранты, діни блогер, Талиб KZ аккаунтының иесі Абылай Кенжалы. Каналға жазылып қойыңдар, лайк басып, коммент жазыңдар. Қалай болды жалпы өзің? Жақсы болған сияқты.